кампустағы ең әдемі дос қызыма татуировка жасау үшін ондаған миллион қолма-қол ақша жұмсау. Менің досым сол қолында Ниджамен, ал оң қолында нағыз лорд Эрланмен татуировка жасайды. Кампустағы ең сұлу қыз өзіне 9 аспанның мистикалық ханымымен татуировка жасайды. Мен болсам, кеудемде аспанды бөліп тұрған Пангу бейнесі бар. Артында табытты тартып жатқан 9 айдаһар. Сол аяғында тай, шығыс императоры. Оң жағында аспанға тең ұлы данышпан. Мен тіпті бүкіл дүние мүлкімді 300 миллион қолма-қол ақшаға кепілге қойып, таулардың тереңіндегі қараусыз қалған бүңкерді сатып аламын. Бәрі мені мазақ етіп, абайсыз ақша жұмсаушы деп атайды. Бірақ олар 20 күннен кейін ақыр заман болатынын білмейді. Планетадағы барлық өсімдіктер мен жануарлар құбыжықтарға айналады. Сүйкімді үй жануарлары қанішер жәндіктерге айналады. Жол бойындағы өсімдіктер ет тартқышқа айналады. Адамзат бір түнде азық-түлік тізбегінің басынан түбіне дейін батып кетеді. Татуировкасы бар адамдар ғана өз бойындағы керемет тотемдік күшті оята алады. Қанды айға тура 20 күн қалды. Сіз периметрге жауаптысыз. Мен жеке адвокатымды шақырамын. Чижанның адвокаты менің миллиардтан астам активтерімді, акцияларымды, жылжымайтын мүліктерімді, сәнді көліктерімді дереу қайтарып алып, оларды халықаралық поттын банкке кепілге қояды. Иә, соңғы центке дейін. Маған тек қолма-қол ақша керек. Мен $1 небәрі 30 цент алсам да, 2004 жылдан кейін шотымда 300 миллион қолма-қол ақша болуы керек. Телефон тұтқасын қойғаннан кейін мен тағы 2 нөмірді тестіремін. Жарты сағаттан кейін мені Цесинчоудағы ең құпия жер асты Ghost X тату сурет салонына апарады. Онда мен ең жақын досым Блейдпен және Цзэнчжоу университетінің кампусының танымал сұлулығы Сиренамен кездесемін. Олардың жүздерінде шок жазылған. Кайл, сен жындысың. Сен бізді осында әкеліп, татуировка жасату үшін барыңды салдың. Кайл, сен не істеп жатырсың? Егер сен Ванессаның сені тастап кеткені үшін осылай істесең, онда сен өзіңді бұлай қудаламауың керек. Мен екеуіне де қараймын. Менің даусым бұрынғыдан да байсалды естіледі. Сирена Блейд қазір түсіндіретін уақыт емес. Егер сен маған әлі де сенетін болсаң, мені тыңда. Менің бет әлпетімнің соншалықты байсалды екенін, оны әлем танитынын көргенде, екеуі де тістерін қайрап, келісім белгісі ретінде басын изеді. Мен салондағы қатал қарт шеберге бұрылып, есепшотымда миллионы бар банк картасын үстелге қойдым. Ұстаз, менің сізге жұмысым көп. Мен Блейдті нұсқап тұрмын. Менің ағам Неженің суретін сол қолыма, ал оң қолыма нағыз лорд Эрланның суретін сал. Содан кейін мен Сиренаға бұрыламын. Артқы жағындағы татуировкасы 9 аспанның мистикалық ханымы. Сирена қатып қалады. Оның суық көздерінен бір түрлі нәрсе жыпылықтайды. Әл, мен сенің мен үшін шешім қабылдауыңа қашан келістім. Мен оған төмен дауыспен қараймын. Бұл жолы мен сенің өлуіңе жол бермеймін. Сиренаның қарашықтары сәл тарылып бара жатыр. Ол менің не айтқым келгенін білмейді. Бірақ есімде, өткен өмірде Сирена құтқару үшін маған қарай жүгірді. Оны мутант өрмекші теңізге сүйреп апарды. Мен оны тапқанымда, оның қанды мектеп формасы ғана қалды. Бұл жолы мен оны қанша тұрсам да құтқарамын. Кәрі қожайынның қабағы дірілдеп тұр. Ол картаны қалтасына салады. Әрине, сенше, мен көйлегімді шешіп, бұлшық ет денемді ашып, сөзбе сөз айтамын. Кеудемде Пангу аспан мен жерді арқасынан бөліп тұрғанын көргім келеді. 9 айдаһар сол аяғындағы табытты сүйреп келе жатыр. Тай, шығыс императоры. Ал оң жақта аспанға тең ұлы данышпан тұр. Шертіңіз, татуировка жасайтын машина ескі шебердің қолынан сырғып түсіп, еденге құлап түседі. Ол маған жынды сияқты қарайды. Бала, сен өлімді іздеп жүрсің бе? Аспан мен жерді бөліп тұрған Пангу, бұл тағдыр деңгейіндегі тыйым салынған татуировка. Тағы 9 айдаһардың табытты сүйреп апарғанын қалайсыз ба? Бұл жай ғана мифологиялық тотем емес. Бұл барлық тіршілік иелерін жоя алатын тыйым салынған өлім татуировкасы. Мен салқын күлемін. Сондықтан оған көбірек ақша керек. Миллионға жетпейді. Мен саған 10 миллион беремін. Бірақ инемен өзің жұмыс істейсің. Қалғандары көмекке келеді. 7 күнде өзіңді басқару керек. Қарт шебердің жүзі өзгереді. 7-ші күн, сен жындысың ба? 7 күнде мұндай үлкен татуировканы жасау мүмкін емес. Мен қалтамнан тізімді алып, үстелге лақтырамын. Тез құрғайтын әскери үлгідегі жараларды емдеуге арналған гель, биопласттар, импорттық ауырсынуды басатын инфекцияға қарсы препараттар. Мен бәрін дайындадым. Сізге тек татуировка жасау керек. Мен өзіме қараймын. Қарт шебер маған жарты минуттай үнсіз қарап тұр. Ақыры еңкейіп, татуировка жасайтын машинаны көтеріп, қарлығып, жарайды. Мен өмір бойы татуировка жасаумен айналыстым. Мен мұндай жынды адамды әлі кездестірген жоқпын, дейді. Елес балты жұмысқа кіріседі. 3 күннен кейін Зенчжоудың шетіндегі таулардың тереңінде Блэкстоун деп аталатын қараусыз қалған жер асты базасы жатыр. Бұл бір кездері қырғи қабақ соғыстың жәдігері болған. Содан кейін ол қатаң режимдегі түрмеге айналдырылған. Бірақ мен бұл шын мәнінде өткен дәуірдің мөрленген жер асты басқару орталығы екенін білемін. Негізгі құрылым, энергетикалық ұңғымалар, желдеткіш шахталар және сумен қамтамасыз етудің барлығы бір бөлікте. Мен нөлден тұрғызу үшін ақша төлемеймін. Мен қару жарақ жүйелерін қайта іске қосуым, күшейтуім және жетілдіруім керек. Осы 3 күнде мен Блэкстоун базасында бір рет қана болдым. Мен келісім шарттарға қол қойдым. Құрылымды қарап шықтым. Энергетикалық ұңғымалар мен желдеткіштердің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткіздім. Қалғанының бәрін мен адвокатыма және құрылыс бригадасына тапсырдым. Дегенмен, мен өз бетімше әрекет еткенді жөн көремін. Мұның бәрі менің денемдегі 4 тыйым салынған тотем туралы. Құдай ұмытқан осы шұңқырға 30 миллион жұмсағыңыз келетініне сенімдісіз бе? Жылжымайтын мүлік агенті менің көзімді терлеп жіберді. Чинчжоудың ең танымал ақша жұмсаушылары. Мен базаны сатып алып қана қоймай, оны жөндеп жатырмын. Мен келісім шартқа қол қоямын. Маған елдегі ең жақсы қауіпсіздік құрылыс бригадасын табыңыз. 10 күннен кейін мен бұл жердің өтпейтін бекініске айналғанын қалаймын. Ол жерден тіпті шыбында өте алмайды. 5 метрлік әскери дәрежедегі титан қорытпасынан жасалған қабырғалар, жарылысқа төзімді қақпалар,
бірінші дәрежелі экологиялық қайта өңдеу жүйесінің мегатонналық жүктемесіне төтеп беруге арналған және толығымен қалпына келтіріліп, қайта іске қосылған герметикалық энергия. Жер астындағы ядро. Мен 100 миллион долларды қолма-қол ақшамен төлеп жатырмын. Мұның бәрін 10 күнде жұмсаңыз, ақша проблема емес. Мен аптасына 7 күн демалыссыз 24/7 режимінде 3 еселенген мөлшерлеме төлеймін. Мен бірінен соң бірі тапсырыс беріп жатқанда, бүкіл құрылыс индустриясы қазірдің өзінде шуылдап жатыр. Осы уақытта мен Ghost X жер асты салонының ең алыс және жеке бөлмесінде көйлексіз отырмын. Күңгірт сары жарық қорқынышты тотемдік өрнектермен жабылған қабырғаларды жарықтандырады. Ауада дезинфекциялық құралмен татуировка сиясының иісі аңқып тұр. Шебер елес балта инені өзі ұстайды. Ал 3 шәкірт оған бояуларды араластыруға, контурлауға және жараның бетін сүртуге көмектеседі. Табытты артына сүйреп апарған 9-дың алғашқы қара айдаһары менің арқамда қазірдің өзінде сызылған. Тіпті сызылған көздері болмаса да, ол сөзбен айтып жеткізгісіз қысым сезімін тудырады. Блейд менің қасымда отыр. Оның сол қолының суреті қазірдің өзінде көрініп тұр. Ал беті ауырсынудан бұрмаланған. Тату суретші әйел тұрған көрші бөлмедегі Сирена 9 аспанның жұмбақ ханымының ұсақ түйектерін өңдеуді жалғастыруда. Менің қасымда телефон бар. Оның экраны менің адвокатымның, агентімнің, құрылыс бригадасының және жеткізушілерімнің хабарламаларына толы. Иненің терге шаншуынан жанып тұрған ауырсынуды жеңе отырып, мен қашықтан бұйрық беремін. Blackstone базасын қалпына келтіру жұмыстары қатар жүріп жатыр. Татуировкалардың да, қиямет бекінісінің де ұзаққа созылуына жол бермеу керек. Мен телефонымды ашсам, экранда хабарландыру пайда болады. Таң қалдыратын жаңалық. Бай мұрагер Кайл Чин бар байлығын сатып, қараусыз қалған түрмені сатып алу үшін далаға кетті. Мен тікелей эфир қолданбасын ашып, Чиншоудағы ең бай адамның қас жауы ұлым деректен басқа ешкім жүргізбейтін ең танымал жергілікті хабарға көшемін. Тікелей эфирде дерек өзінің қала орталығындағы сәнді вилласында құлап, қызыл шарап ішіп, алға артқа тербеліп күлді. Кайлға не болды? Ақыры оны бірдеңе ашуландырды ма? Дерек, Құдайға шүкір. Мен оны уақытында тістеп алдым. Ол әрқашан толық психо болды. Мен оны тастап, сізге дәл уақытында келдім. Мен оның тіпті Сиренаны, мына тәкаппар ханшайымды бандиттік татуировка жасау үшін сүйреп апарғанын естідім. Бұл жай ғана індет. Камера дірілдеп тұр. Ал Наталья Ванессаға қан сияқты еліктіретін жаңа қызыл гүл татуировкасы көрініп тұр. Мен оған қарасам, кеудем суып кетті. Өрмекші лала гүлі. Менің өткен өмірімде Ванессада мұндай татуировкасы болмаған. Бұл жолы деректің ықыласына бөлену үшін ол шынымен де барын салып жатқан сияқты. Дерек қуанып, камераға айқайлап, балалар, сендер бұған сене аласыңдар. Кайл ақшасын осы тау шұңқырына салып қойған жоқ. Мен оның супермаркеттерде шошқа еті мен күрішке тапсырыс беруге 100 миллионнан астам ақша жұмсағанын естідім. Ол сонда мәңгі өмір сүретін болады. Ха-ха-ха. Чат әп-сәтте жарылып кетеді. Бұл не деген сұмдық, кедейлік, қиялды қатты шектейді. Байлардың бәрі соншалықты ақылды ма? Сирена, біздің құдайымыз. Ол сөзбе сөз оның соңынан бүнкерге барды. Іс жабылды. Кайл сөзсіз есінен танып қалды. Біреу оны тікелей психиатриялық ауруханаға жіберді. Блейд интернетте жалғасып жатқан келеке мазақпен қорлауды көріп, ашудан дірілдеп тұр. Кайл, деректің бұл боқтығы интернетте саған деген өшпенділікті тудырады. Онымен есеп айырысуға рұқсат етіңіз. Ол туралы ұмыт. Мен иненің терімді тесіп жатқанын сеземін де, экрандағы деректің жайбарақат жүзіне сабырмен қараймын. Олар неғұрлым жоғары көтерілсе, соғұрлым құлау ауырады. Пышақ, керек жарақ бағанасын қадағалаңыз. Біздің қиямет бекінісі бірде бір қателік жібере алмайды. Менің қайта туылғаныма тура 7 күн болды. Осы 7 күн ішінде мен бұл жер асты бөлмесінен әрең шықтым. Шебер елес балта және оның 3 шәкірті ауысыммен жұмыс істейді. Күндіз контур жасайды. Түнде сурет салады және таңертең ерте жетілдіреді. Кестеге сай болу үшін мен тіпті қара базардан тез жазылатын гель мен әскери үлгідегі биопластинаны сатып алдым. Тотемнің әрбір бөлігін аяқтағаннан кейін мен жараны тез жазылатын гельмен дереу емдеймін. Онсыз мұндай қарқынды жұмыс кезінде менің терім ұзақ уақыт бойы шыдай алмас еді. 7-ші күні кешке қарай елес балта салонының тереңдігінде татуировка машинасының дыбысы өшіп қалады. Нейдің жүздері мен нағыз лорд Эрланның татуировкасы 2 күн бұрын аяқталды. Сиренаның 9 аспанының мистикалық ханымы кеше аяқталды. Енді менің денемдегі 4 ұлы тыйым салынған тотем дайын болды. Кеудемде Пангу аспанды бөліп тұр. Арқаңда 9 айдаһар бар. Табытты сүйреп апарасың. Тайдың сол аяғында шығыс императоры тұр. Оң аяғында аспанға тең ұлы данышпан тұр. Мастер Гост қолғабын шешіп, денемді жауып тұрған суреттерге қарап, терең тыныс алады. Бітті, жас Чин мырза. Мен өмір бойы татуировкамен айналыстым. Бірақ мен мұндай ауқымды жұмысты ешқашан қолға алған емеспін. Пангу аспанды бөліп тұр. Табытты сүйреп бара жатқан 9 айдаһар бар. Тай, шығыс императоры, аспанға тең ұлы данышпан. Мен бір нәрсені айтайын. Бұл жиынтықты Цзэншоудағы кез келген тату суретшіге көрсетіңіз. Сонда ешкім оның X-тен асып түсетінін айтуға батылы бармайды. Мен орнымнан тұрамын. Айнадан менің кеудемді, арқамды және 2 аяғымды жауып тұрған 4 тыйым салынған тотемді көруге болады. Әр сызық анық, ежелгі және ауыр. Әсіресе табытты арқама сүйреп бара жатқан 9 айдаһар. 9 қара айдаһар менің омыртқамның 2 жағына спиралмен көтеріледі. Олардың қабыршақтары бір-бірінің үстіне үйілген. 9 құйрық арқасының ортасына жиналып, бар күшімен сүйреп бара жатқан көне қара табытқа жабысады. Табыттың айналасына қызыл шынжырлар мықтап оралған. Бұл жай ғана татуировка, бірақ ол сөзбен айтып жеткізгісіз қысым жасайды. Пышақ менің айналамда шеңбер бойымен жүреді және оны жұтып қоймас үшін әрең ұстайды. Кайл, бұл ақылсыз. Егер мен оның толтырылғанын көрмесем, түнде ол өздігінен қозғала алады деп ант етер едім. Мен көйлегімді киіп
тотемдерді жауып тұрдым. Бұл қазір жай ғана татуировкалар. Қанды ай келгенде, олар шынымен оянады. Пышақ жыпылықтайды. Қанды ай. Мен бірден түсіндірмеймін. Мен жай ғана телефонымды алып, уақытты тексеремін. Қанды айға 12 күн қалды. Кеттік. Blackstone базасындағы қиямет күні бекінісімізді тексеретін кез келді. 2 сағаттан кейін біз Джонның шетіне қарай келе жатырмыз. Blackstone деп аталатын жерасты базасы толығымен жөндеуден өтті. Жер асты желдету жүйесі, электр ядросы және қоршаған ортаны қайта өңдеу жүйесі қайта іске қосылды. Келесі 12 күнде мен әрең демаламын. Түстен кейін мен Blackstone базасын жөндеу жұмыстарының аяқталуын жеке бақылаймын. Түнде мен 4 тыйым салынған тотемнің реакциясын басу үшін қайта туылу күшін қолданамын. Базаға бірінен соң бірі керек жарақтары бар көліктер келеді. Күріш, ұн, жаңа піскен ет, консервілер, ауыз су, дәрі-дәрмек, дизель, жол талғамайтын көліктер, резервтік генераторлар, әскери киімдер. Мен өмір сүру үшін қолда бар барлық ресурстарды сатып аламын. Сыртқы әлем мені жынды деп санайды. Бірақ өркениетті қоғамның заманы өтіп бара жатқанын мен ғана білемін. Қанды айдан бір күн бұрын Blackstone базасының қоймасына жеткізілімдердің соңғы партиясы жеткізіледі. Күріш, ұн, су, консервілер, жаңа піскен ет, дәрі-дәрмектер, дизельдік генераторлар және әскери техника. Қойманың 3 жер асты деңгейінде тауларға үйіліп дерлік. Төбенің өзі пышақ қойманың кіреберісінде көзі бақырайып тұр. Кел, сен мұнда тағы 100 жыл шындап өмір сүргің келеме? Сирена не болып жатқанын үнсіз бақылап отыр. Ол менің қор жинап жатқанымды білді. Бірақ өмір сүру ресурстарына толы жер асты қоймасын көргенде ол еріксіз қабағын түйді. Кайл, сен нақты неге дайындалып жатырсың? Мен бірден жауап бермеймін. Оның орнына мен қойманың ортасына барып, оң қолымды ақырын көтеремін. Келесі секундта менің қалауым бойынша менің алдымда биіктігі 3 қабатты, салмағы мыңдаған тонна болатын барлық керек жарақтар ауада ериді. Сыйымдылығына дейін бітеліп қалған қойма 1 секундта толығымен босап қалады. Тек едендегі жүктердің ойықтары мен ауадағы дизель отыны мен астықтың иісі ғана қалады. Пышақ орнында қатып қалады. Ол жыпылықтап, көзін уқалайды. Содан кейін өзін ортаға лақтырады. Қойма бос еденнің айналасында айналады. Бұл не деген сұмдық? Ол маған кенет бұрылды. Оның дауысы дірілдеп тұр. Кейл, мұның бәрі қайда? Бүкіл керек жарақ қоймасы. Мен жыпылықтадым. Мыңдаған тонна керек жарақ жоғалып кетті. Бұл мүмкін емес. Мұнда тіпті люк те жоқ. Сіз қулықтарды көрсетіп жатырсыз ба? Сиренаның реакциясы Блейд сияқты қатты емес. Бірақ оның әдетте тік және сабырлы жүзі оған опасыздық жасайды. Ол менің оң қолымнан көзін алмай ақырын маған қара келе жатыр. Кейл, не болып жатыр? Мен бір сәт үнсіз қаламын. Енді жасырудың қажеті жоқ. Қанды айға бір күннен аз уақыт қалды. Олар шындықты білуі керек. Мен сөйлей бастадым. Бұл менің байланыс кеңістігім. Бұл менің басымнан өткен кейбір өзгерістерге байланысты. Мен әлі күнге дейін өзімнің қайта туылуым туралы бәрін айтып отырған жоқпын. Бірақ мен оларға сенбегендіктен емес. Егер мен қазір тым көп айтсам, бұл олардың көңіл күйін нашарлатады. Мен жалғастырамын. Сіз білуіңіз керек. Бұл кеңістік көптеген керек жарақтарды сақтай алады және оның ішіндегі уақыт қатып қала жаздады. Тамақ бұзылмайды. Дәрі-дәрмек өзінің қасиетін жоғалтпайды. Дизель отыны, қару, жарақ, металдардың барлығын шексіз сақтауға болады. Пышақтың иегі салбырап тұр. Демек, бұл қорлардың барлығы қойманы толтыру үшін емес. Оларды өзіңізбен бірге алып жүру үшін болды ма? Дәл солай. Кайл, сен бізден тағы не жасырып жүрсің? Ертең түнде қанды ай. Ертең түн ортасында аспандағы ай қан қызылға айналады. Осыдан кейін бірден жерден қара тұман көтеріліп, бүкіл планетаны орап алады. Барлық жануарлар мен өсімдіктер мутацияға ұшырай бастайды. Мысықтар мен иттер адам жейтін құбыжықтарға айналады. Өсімдіктер тірілерді жейді. Қалаларда санаулы сағаттар бойы хаос орнайды. Адамзат өркениеті бір түнде күйрейді. Қоймада өлі тыныштық орнады. Блейдтің ерні қозғалады. Бұл жолы ол әзіл айтпайды. Өйткені мыңдаған тонна керек жарақтың ауада жоғалып кеткенін көру бәрін құртты. Оның мүмкін болатын нәрселер туралы идеясы Сиренада таласпайды. Ол жай ғана маған қарап тұр. Дәлел, жаңа ғана көргеніңіз. Бұл сіздің денеңіздегі татуировкалар сияқты жеткілікті дәлел. Сирена инстинктивті түрде артына қарайды. Мен жалғастырамын. Қанды айдың энергиясы адам терісіндегі татуировкаларды белсендіріп, оларды шынайы, тотемдік, құдайлық аватарларға айналдырады. Кәдімгі сызбалар физикалық күшейтудің ең төменгі деңгейін ғана оята алады. Хайуандық аңдар түріндегі суреттер аңның өзгеру қабілетін оятуы мүмкін. Бірақ мифологиялық тотемдер нағыз құдайлық аватарларды оятуы мүмкін. Тотем неғұрлым үлкен және толық болса, оның тағдыр деңгейі соғұрлым жоғары болады. Және оянғаннан кейін оның күші соғұрлым қорқынышты болады. Сондықтан сен маған не мен Ерланшеннің татуировкасын жасадың. Сонда мен аман қаламын. Сенікі мен емес және нағыз Ерланшен. Жоғары деңгейдегі мифологиялық тотемдер. Егер сіз қанды айда оянудан аман қалсаңыз, оянғандардың басым көпшілігінен күштірек боласыз. Содан кейін мен Сиренаға бұрылдым. Сирена, сіздің 9 аспанның мистикалық ханымы, ұрыс даласында шабуыл жасау, қорғау, тазарту және қарым-қатынас жасау қабілеті бар жоғары деңгейдегі құдай аватары. Апокалипсис жағдайында улы ластану және санаға ене алатын мутацияға ұшыраған аңдар жиірек кездеседі. Бұл жерде өте маңызды. Сондықтан сен бәрін сатып жібердің. Мен Blackstone базасын сатып алдым. Керек жарақтарды жинадым. Бізді татуировка жасау үшін осында әкелдім. Мұның бәрі өздігінен болған жоқ. Сіз басынан бастап бірдеңе болатынын білдіңіз. Иә, Сиренаның бетіндегі соққы бірте-бірте шиеленіске жол береді. Блейдтің бет әлпеті әп-сәтте өзгереді. Күте тұрыңыз. Кайл, ал менің ата-анам ше? Олар әлі күнге дейін оңтүстік аудандағы автокөлік жөндеу шеберханасында. Уайымдама, мен олардың артынан адамдарды жіберіп қойғанмын. Сен жаңа ғана не дедің? Мен оған колоннадан тікелей эфирді көрсетіп жатырмын. Оңтүстік аудандағы ескі көшенің жанына қара брондалған жол талғамайтын көлік тоқтады. Есіктер ашылып, тактикалық құрал-жабдықтары бар 2 оққағар көлікті орта жастағы ерлі зайыптыларға отырғызып жатыр. Бойы аласа бойлы, қара терісі бар. Қолдары көп жылдар бойы мотор маймен боялған.
Блейд экранға қарап, көздері әп-сәтте қансырап қалады. Мен түсіндіремін. Мен оларға Blackstone базасына техникалық қызмет көрсету және логистикалық жұмысшылар қажет екенін айттым. Мен сенің ата-анаңмен алдын ала хабарластым. Олар ақырзаман туралы ештеңе білмейді. Мен оларды бірнеше күн бойы базада жақсы жалақы алатын жұмысқа жалдадым деп ойлайды. Колонна 20 минуттан кейін келеді. Блейдтің ерні дірілдеп тұр. Ол ұзақ уақыт бойы бір ауыз сөз айта алмайды. Менің өткен өмірімде қанды айдан кейін Блейд ата-анасын құтқару үшін оңтүстік аймаққа оралғысы келді. Бірақ оңтүстік аудандағы ескі көшені қазірдің өзінде мутантты егеуқұйрықтар басып қалды. Ол тек әкесінің сынған кілті мен анасының ешқашан лақтыра алмаған ескі алжапқышын тапты. Осыдан кейін Блейд мутацияға ұшыраған аңдарды өлтіргендей болды. Ақыры құбыжықтар толқыны оны жұтып қойғанша. Бұл жолы мен олардың бұл азапты қайта бастан өткеруіне жол бермеймін. Мен оның иығынан сипап отырмын. Демалыңыз, сенің ата-анаң. Бұл жолы мен оларға қамқор боламын. Блейд басын төмен түсіреді. Оның иықтары сәл дірілдейді. Ұзақ уақыттан кейін ол ақыры басын көтереді. Оның көздері қызарып кетті. Кейл, рахмет. Мен күліп тұрмын. Сирена бұл көріністі үнсіз бақылап отыр. Ал бір сәттен кейін ол үнсіз сұрайды. Ал менің әкемше, Акади қазір аман есен. Сен менің әкемді білесің. Час Жан Чен Юан, Айдахар елінің энергетикалық зерттеулер институтының академигі. 2 апта бұрын әскерилер оны өте құпия энергетикалық ядро жобасында жұмыс істеу үшін Астананың астындағы жерасты базасына апарды. Бұл қазір Айдахар еліндегі ең қауіпсіз орындардың бірі. Сенің анаң үшін мен не айтарымды білмеймін. Сиренаның анасы бірнеше жыл бұрын аурудан қайтыс болды. Бұл жара ешқашан толық жазылмаған. Ол талап етпейді. Ол тек ақырын басын изеді. Мен түсінемін. Мен екеуіне қарасам, даусым бәсеңдейді. Осы сәттен бастап Blackstone базасында толық оқшаулау режимі жарияланды. Базадан шықпаңыз. Блейд терең демалып, басын изеді. Сирена ақырын қолын арқасындағы 9 аспанның мистикалық қызының бейнесіне басады. Мен көзімді базаның сыртындағы түнгі аспанға қаратамын. Бәрі дайын, тек дауыл қалды. Келесі күні таңертең Blackstone базасындағы жерасты тұрғын үй кешенінде Блейдтің ата-анасы ең қауіпсіз тұрғын үйге орналасты. Шу Цинго жас кезінде әскери қызметте болған. Ол не болатынын білмейді. Бірақ Blackstone базасының қорғаныс қабілетін көргеннен кейін ол бірдеңе дұрыс емес екенін бірден түсінеді. Ол сұрақ қоймайды. Ол жай ғана Блейдтің иығынан қағып, Чин мырзаның соңынан ер, дейді. Жақсы жұмыс істе. Осы уақытта Джолан таңертең ас үйде қыдырып, бізге тұшпараның бір порциясын жасауды талап етті. Блейд көзіне жас алып тамақ ішіп отыр, бірақ бәрібір күлкісін сығып жатыр. Апокалипсиске дейін соңғы рет үйде дайындалған ыстық тағамды жеу мүмкіндігі көптеген адамдар үшін ешқашан қайталанбайтын сән салтанат болды. Мен соңғы керек жарақтарды кеше түнде қорғалған кеңістігіме жинадым. Соңғы 10 тонналық Blackstone негізіндегі титан қорытпасынан жасалған қақпа таң атқанша құлыптаулы болды. Бүкіл жер асты бекінісі толығымен жарықтандырылған. Ұзақ уақыт бойы мөрленген жер асты энергетикалық өзегі дұрыс жұмыс істеп тұр. Бақылау экрандары 360 градустық толық көріністі көрсетеді. Пышақ тұшпара тәрелкесінің жанында отырады және мониторларға қарайды. Сирена үлкен дисплейдің алдында тұрып, сыртқы қорғаныс жүйелерін тексеріп жатыр. Оның арқасындағы мистикалық 9 аспан ханымының татуировкасы толығымен жазылып, оған онсыз да салқын көрініс берді. Одан да қатал талғампаздық. Осы кезде менің телефонымда жаңартылған жергілікті хабарландыру пайда болды. Дерек қайтадан тікелей эфирде. Экранда дерек әлі күнге дейін қала орталығындағы жоғары деңгейлі вилласында салтанатты кеш өткізіп жатыр. Хрустал люстралар, шампан мұнаралары, музыка, модельдер, ауқатты отбасылардың көңілді балалары. Бүкіл ағын шамадан тыс қаныққан. Мен сағатыма қараймын. Қанды айға 1 сағаттан аз уақыт қалды. Дерек Ванессаны құшақтап, камераға ашық мазақ етеді. Балалар, мұны көріп тұрсыңдар ма? Бұл жаңғақ. Кайл қазір таудағы бүңкерінде тығылып жатқан шығар. Күріш пен шошқа еті бар қоймадағы бар байлығын сатып, татуировка жасау үшін Сиренаны сүйреп апарған шығар. Ол шынымен де дүниенің ақыры жақын арада бітетініне сене ме? Ха-ха. Ванесса оны құшақтап, тоқтаусыз күледі. О, Дерек, мен Кайлдың ертең мұны қалай түсіндіретінін күте алмаймын. Дерек қолындағы бір стақан шарапты айналдырып жатыр. Оның күлкісі кеңейе түседі. Егер бүгін ештеңе болмаса, ертең мен команданы осы тауға апарып, оның аянышты бүңкерін қоқысқа лақтырып, өз қолыммен психиатриялық ауруханаға жіберемін. Тікелей эфирдегі чат келеке, мазақ және қорлаумен жарылып кетеді. Алайда Blackstone базасында тыныштық орнады. Тек энергетикалық ядроның төмен дыбысы естіледі. Мен қолымды көтеріп, сағатыма қараймын. 11 сағат 50 минуттан 9 сағат 50 минутқа дейін 10 секунд қалды. Қанды айға 10 секунд қалды. Сыртта әлі де кеш жалғасуда. Blackstone базасында тек энергетикалық ядроның тыныш дыбысы естіледі. 10 секундтан кейін мен шанышқымен пышақты бір жаққа қойдым. Кері санақ аяқталуға жақын. Ежелгі аласа гуіл естіліп, бүкіл көк жұлдыз дірілдеп тұр. Тікелей эфирде Дерек жарты шарды кенет үнсіз қалады. Өйткені оның вилласының панорамалық терезелерінің артында жарқыраған ақ ай әп-сәтте әлемге қарап тұрған қанға боялған көздер сияқты қорқынышты, қанды қызылға айналады. Содан кейін жердің тереңдігінен қалың, өтпейтін қара тұман атқылап, Зеншоудың хабарын санаулы секундтарда орап алады. Бұл не деген сұмдық? Ай шынымен қызылға айналды. Тікелей эфирде Деректің аң-таң болғаны сонша, ол өзінің бір стақан шошқасының еденге құлап сынғанын да байқамайды. Вуф. Кенеттен Ванессаның қолындағы асыл тұқымды ойыншық бүдел жан түршігерлік гүріл шығарады. 100 мыңдаған көрерменнің көзінше бүделдің денесі шар тәрізді ісініп, бүкіл денесінде қара сүйек, тікенектері өсіп, көздері қан қызылға айналады. Ал ашық аузында ұстараның өткір азу тістері пайда болады. Мутантты бүдел Ванессаға асығады. Оның өткір тырнақтары оның иығына қадалып, ол жерге құлап түседі. Камера қатты дірілдеп тұр. Динамиктерден Дерек, мені құтқар, деп айғайлайды. Ванессаның беті бозарып кетті. Ол шарасыздықпен Дерекке қолын созды, бірақ ол қазірдің өзінде жүйкесін жоғалтып алды. Ол артқа шегінеді.
Тіпті Ванессаның созылған қолдарын итеріп жібереді де, төрт аяғымен баспалдақпен көтеріледі. Ванесса еденге құлап, иығына қан құйылып, бүкіл денесі дірілдеп тұр. Дерек, мені құтқар. Бірақ оның орнына ол тек қашып кетеді. Ал Ванесса оның арқасының алыстап бара жатқанын көреді. Бүдел мутант ырылдап, одан қызыл көздерін алмай қайтадан жақындап келеді. Чаттар қызыл қарқынмен жоғары қарай жылжуда. Біреу оны құтқара ма? Дерек жаңа ғана қашып кетті. Ол сөзбе-сөз оны жақсы көретінін айтты. Енді ол оны тастап кетті. Бітті. Ол бітті. Ванессаның көзіндегі үміт бірте-бірте өшіп, оның орнына ашы реніш пен ашу келеді. Құбыжық оған шабуыл жасауға дайын болған кезде, оның беліндегі қызыл өрмекші лала гүлінің татуировкасы кенеттен қорқынышты, қанды қызыл шаммен жыпылықтайды. Оның астында елес қызыл жапырақшалар үнсіз гүлдейді. Ал ауа салқын, қанты тәтті, хош иіске толады. Мутантты Бүделдің қимылдары қатып қалады. Оның қызыл көздерінде қорқыныш жыпылықтайды. Ол өте қауіпті нәрсені иіскегендей, Ванесса ақырын басын көтереді. Оның қарашықтарының тереңінде қан қызыл гүлдер өрісі ашылып, адам айтқысыз салқындық береді. Неге мені тастап кетесің? Дерек бұл сөздерді естігенде баспалдаққа жүгіріп үлгерді. Оның денесі дірілдеп кетті. Ол бұрылып қараса, Ванессаның астынан өрмекші лала гүлдердің үнсіз жайқалып тұрғанын көреді. Жапырақтары мутант Бүделдің табанына тірідей оралған. Бір сәт бұрын қатыгез болған аң, енді оянғанда қорқынышты түс көргендей еденде дірілдеп тұр. Ванесса қабырғаға сүйеніп, аяғынан дюйм-дюймге баяу көтеріледі. Оның иығындағы жара қызыл гүлді өрнектермен жабылған. Оның бозарған жүзіне қорқынышты күлкі жайылып жатыр. Тікелей чат сөзбе-сөз жарылып жатыр. Қарғыс атсын. Ол оянды. Оның денесінен гүлдер шығып жатыр. Бұл қандай күш? Бұл тым қорқынышты. Келесі секундта экран қара түске боялады. Трансляция аяқталады. Мен телефонның қараңғы экранына қарасам, ернімде суық күлкі пайда болады. Жер асты әлемінің өрмекші лала гүлі. Ол өлілер елінде гүлдейді. Оны көргендер қайтып оралмайды. Бұл жолы Ванесса өзіне лайықты тағдырды таңдады. Кайл, ол жерде хаос болып жатыр. Блейд бақылау экранындағы қаланың бейнесіне қарап, дауысы дірілдеп тұр. Қарауды доғар. Өзіңді қолыңда ұста. Мен бұрылып, дірілдеп тұрмын. Өйткені дәл осы сәтте қанды айдың энергиясы тастың сантиметрлік қалыңдығын тесіп өтіп, бізге жетті. Пышақ пен сирена бір уақытта ауыр стылдайды. Қанды айдың энергиясы олардың денелеріне қайнаған магма сияқты еніп, жүйелерін толтырады. Блейдтің сол қолында 3 құрбандық үстелінің маршалының ниджи татуировкасы жалынға оранып, оң жағында үшінші көзі мен сиренасы ашылады. Эрланд мырзалары барлық бағытта алтын сәуле шашып, сиренаның артқы жағында 9 аспанның мистикалық иесінің тотемі бүкіл денесін аспанға көтеретін құдайлық силуеттердің каскадына айналады. Оның бір кездері суық және алыс аурасы қазір қасиетті және қол соғылмайтын. Олар оянды. Алмаған тиген қанды айдың энергиясы олардың сезінгенінен 10 есе күшті. Бум! Мен күртешемді бір қолыммен жұлып аламын. Кеудемдегі пангу татуировкасы көздің жауын алатын қою алтын сәулемен жарқырайды. Менің денемнен ғасырлар бойы жаншып тұрғандай көрінетін орасан зор ежелгі күш шығып жатыр. Содан кейін жан түршігерлік азаптың толқыны арқамнан домалап, бүңкердің тереңінен 9 саңырау айдаһардың айқайы естіледі. Менің арқамдағы табыттың тотемін сүйреп келе жатқан 9 айдаһар қанды айдың энергиясының қысымымен толығымен оянды. Менің артымда 9 қара айдаһар көлеңкесі ақырындап пайда болып жатыр. Олардың денелері үлкен, қабыршақтары мұздай суық. Айдаһардың қызыл көздері бір уақытта ашылады. Олар артымнан ауада қалықтап жүрген қара табытты сүйреп келе жатыр. Табыттың үстінде қызыл шынжырлар бар. Оқытылған байланыс, буын. Шектен тыс қысымның сөзбен айтып, жеткізгісіз толқыны әп-сәтте бүкіл жер асты бекінісін шарпыды. Пышақ бозарып, бірнеше қадам артқа шегінеді. Тіпті сиренаның құдайлық аватарлары, 9 аспанның мистикалық ханымы инстинктивті түрде қауіп төніп тұрғанын сезгендей сәл дірілдейді. Менің сол аяғымда Тори, шығыс императорының тотемі тұтануға қабілетті нағыз күн алауымен жанып тұр. Аспан. Оң аяғымда аспанға тең ұлы данышпан, жауынгерлік рухқа толы, жойылмайтын жауынгерлік денені кез келген күшке қол соғылмайтын елес жасайды. Осы сәтте барлық 4 жоғары құдайлық аватар оянады. Бірақ мен олардың арасындағы қақтығысты тез басып тастаймын. Тыйым салынған 4 тотем тым күшті. Мен олардың барлығын дәл қазір салдарсыз пайдалана алмаймын. Пангу қатал күшті басқарады. Табытты тартып жатқан 9 айдаһар басу мен жоюды басқарады. Жалынды шығыс императоры басқарады. Ұлы данышпан жауынгерлік денені басқарады. Әр жолы мен тек бір нәрсені таңдай аламын. Осы кезде Титан қақпасының сыртынан бірдеңе қатты соғып тұр. Бақылау экранында таулардан жабайы қабандар, мутанттар мен қасқырлардың тірі адамдардың иісін сезіп тұрғанын көруге болады. Адамдарды қақпалар қағып жатыр. Кейл, тау жануарлары мутацияға ұшырады. Пышақ өзінің шынайы құдайлық аватары лорд Эрланнан шыққан 3 бұрышты, 2 қырлы жүзді ұстайды. Оның көздері отқа оранған. Мен мойнымды илеп жатырмын. Сүйектерімнің сықырлауы жарылысқа ұқсайды. Кеттік. Аяғыңды созатын кез келді. Көрейік. Бұл ақыр заман деп аталатын жаратылыстар. Ең болмағанда біздің тағамдарымыз болуға лайық па? Бүңкердің сыртында бәрі қара тұманға оранған. Ондаған мутантты аңдар Титан қорытпасының қабырғасын қатты соғып жатыр. Олардың басынан тұяғына дейін ұзындығы 3 метрден асатын қара қабыршақпен жабылған аң бар. Бұл патша мутантты қабан. Әр соққыдан жер дірілдейді. Бүңкердің бүйір есігі ақырын ашылады. Мен денемді ашып сыртқа шығамын. Пышақ пен сирена қасымда келе жатыр. Мен жаңа піскен қан мен еттің иісін сезіп тұрмын. Мутантты аңдар тобы шабуылды бірден тоқтатады. Олардың барлығы бізге қарай бұрылады. Олардың қызыл көздері бізге қарап тұр. Ер. Қабан, патша қатты гүрілдеп, ауыр таң сияқты 4 тұяғының үстімен бізге қарай жүгіреді. Кайл,
абай бол. Бұл бірінші деңгейдегі аң. Блейд инстинктивті түрде бір қадам алға жылжиды. Көтерілме, мен екі суық сөз айтамын. Мен бір орында тұрып, дірілдемеймін. Қашпа. Қабан, патшаның найза тәрізді азу тістері кеудемді тесіп кете жаздаған кезде, мен қозғаламын. Ешқандай айла жоқ. Мен жай ғана оң қолымды көтеріп, жұдырығымды түйемін. Пангудың күші. Мен оны үнсіз шақырамын. Кеудемдегі пангу тотемі қою алтын сәулемен жыпылықтайды. Менің жұдырығымның айналасында ежелгі түпнұсқа алыптың бұлыңғыр елесі жиналып жатыр. Мен бір ғана соққы жасап жатырмын. Бум. Ауа қорқынышты күштің әсерінен шегіне дейін қысылып, саңырау дыбыс шығарады. Менің жұдырығым мутант қабан патшасының бас сүйегіне тура соғылды. Жасырын күштің күшті толқыны оның нығайтылған сүйектерін тесіп, денесіндегі тіршіліктің барлық белгілерін жойған кезде саңырау, домалақ соққы естіледі. Көп тонналық мутантты қабан, аңдар патшасы. Оның үлкен денесі менің аяғымда бір қап дымқыл саз сияқты құлап бара жатқанда айқайлауға да уақыты жоқ. Бір соққы және жоғары деңгейдегі аңдар патшасының лезде өлімі. Содан кейін менің артымнан 9 саңырау айдаһардың айқайы естіледі. Менің артымда елес табытты сүйреп бара жатқан 9 айдаһар пайда болды. 9 қара айдаһар ақырындап қызыл көздерін ашып, ежелгі қара табытты бос жерден сүйреп апарады. 9 айдаһарды басқыш. Мен бұл сөздерді айта салысымен елес табыт дірілдеп, ең терең тұңғиықтан көтерілгенде қысым толқыны әп сәтте бүкіл тау бөктерін жауып тастайды. Кішкентай мутантты аңдардың қарсыласуға мүмкіндігі жоқ. Олар жерге тегістеледі. Сүйектері адам төзгісіз салмақпен жарылып кетеді. Небәрі 10 секундтың ішінде ондаған мутантты жануарлардың барлығы өледі. Блейду Ачач қатты таңғалды. Кейл, бұл жай ғана ақылсыз. Сирена менің артымда тұр. Тіпті оның суық көздерінен де таңғалдырады. Мен ештеңе түсіндірмеймін. Мен жай ғана қабан мутантының аңдар патшасының қасына барып, қолымды көтеріп, оның бас сүйегін ашамын. Менің алақанымда тағы да бас бармақтай үлкен кристалл пайда болып, қызыл түспен әлсіз жарқырайды. Апокалипсистің ең құнды валютасы кристалдық ядро. Аузымның бір бұрышы көтеріліп тұр. Апокалипсистің алғашқы өнімі менікі. Мен кристалдық ядроны байланыс кеңістігіме орналастырамын. Ол ішке кіргенде, мен байланыс кеңістігінің сәл дірілдегенін анық сеземін. Кеңею шамалы, бірақ ол бар. Менің өткен өмірімде адамзат кристалдық ядролардың күшті күшейтіп, оятып қана қоймай, сонымен қатар ерекше кеңістікті қуаттай алатынын тез анықтады. Тотемдік илахи аватарлар, қару, жарақ пен құрал жабдықтар. Апокалипсистің соңғы кезеңдерінде кристалдық ядролар алтын мен валютаны айырбастаудың жалғыз әмбебап құралы ретінде толығымен ауыстырды. Мен пышақты айналдырдым. Осы жәндіктердің барлығынан кристалдық ядроларды алып тастаңыз. Етті де ысырап етпеңіз. Қабығын аршып, сақтауға сақтаңыз. 10 шақты кесек пісіріңіз. Көмектес, бізге көмектес. Соққыға жығылған 10 шақты адам сүрініп, бүңкерге қарай жорғалап барады. Олардың артынан қуып бара жатқан барыстың көлеміндей бірнеше қанды мантылар бар. Мен көзімді қысып, Блекстон базасының сыртқы құрылысын жүргізіп жатқан мердігер Фатхакаланың алдында тұрған адамды танимын. Менің бұрынғы өмірімде бұл адамдар мен жерде жатқанымда мені тепкілеп, уақытты ұтып алу үшін мутантты құбыжықтарға қарай итеріп жіберді. Бастық, Чин, жас шебер Чин, бізді құтқар. Халықты кіргізіңіз. Біз бәріміз Дзеншоудан шыққанбыз. Сіз бізді өлуге қалдыра алмайсыз. Мен сол жерде тұрып, оған салқын қарап тұрмын. Сені өлуге қалдырасың ба? Менің көз алдымда суық жыпылықтайды. Менің өткен өмірімде сен мені қасқырларға жеуге тастап кеткенде, бәріміздің бастапқыда Ценштен шыққанымыз туралы ойладың ба? Семіз Лу тоңып қалды. Әрине, ол менің не айтып тұрғанымды білмейді. Бірақ ол менің көзімнің көрінісін оқи алады. Бұл адамдарды құтқарып жатқан адамның емес, өлген адамға қарап тұрған адамның көз қарасы. Мен оң қолымды ақырын көтеремін. Менің бүңкерімде қоқыс шығарылмайды. Сөздер үзіліп қалады. Мен саусақтарымды шертемін. Ал титан қорытпасының периметрі бойынша қабырға лезде жойқын жоғары волтты токпен жарылып кетеді. Алдыңғы жағындағы қанды жүзді мантылар лезде миллиондаған волтпен жарылып кетеді. Семіз Лу шошып жерге құлап түседі. Жас шебер Чин, мен қателестім. Мен шынымен қателестім. Мен оны енді бір көзқараспен құрметтемеймін. Мен кінәсіздерді өлтірмеймін. Бірақ мен жауларымды да құтқармаймын. Зұлымдарды да өлтіремін. Мен бұрылып, бүңкерге қайта ораламын. Титан қорытпасынан жасалған үлкен қақпа баяу жабылып жатыр. Сырттағы айқайлар қара тұманға батып бара жатыр. Қанды айдан кейінгі 3-ші күн. Сыртқы әлем тозаққа айналды. Қала орталығы қираған көліктер мен қирандыларға толы. Сиыр көлеміндегі мутанттар көшеде топ-тобымен кезіп, аман қалғандарды аулап жүр. Бірақ Блекстоун бүңкеріндегі ауа сары майдың қою хош иісіне толы. Пышақ жеп жатыр. Оның бүкіл беті майлы. Кайл, егер апокалипсис құсайын осылай жалғаса берсе, шынымды айтсам, мен оған үйреніп кетуім мүмкін. Сирена оған бір қарап тұр. Мұны сырттан айтып көріңіз. Пышақ бірден аузын жауып тастайды. Мен диванға сүйеніп, мұздай салқын сырадан бір жұтым ішемін. Осы кезде қатты дабыл қағылады. Назар аударыңыз. Периметрлік қорғаныс жүйесі жақындап келе жатқан көптеген жылу белгілерін анықтады. Мен абайсызда үлкен бақылау экранын қосамын. Осы жерден бір шақырымдай жерде тау жолымен келе жатқан үлкен қараңғы тобыр бар. Кем дегенде 560 адам. Олар мачеттолармен, болат құбырлармен қаруланған, ал кейбіреулерінде тіпті пулемет бар. Оларды жалаңаш денесі мен қаһарлы жүзі бар тас үлкен адам басқарады. Оның денесінде қан қызыл питон татуировкасы бар. Айдаһар Ву топтың жетекшісі Эжа Дрэгон. Менің өткен өмірімде Айдаһар Ву өзінің сек класс Бладпайтон тотемін апокалипсистің алғашқы күндерінде барлығын қорқыту үшін пайдаланды. Мен бұл жолы ол мені нысанаға алады деп ешқашан ойламаппын. Бақылау экранында Ву Айдаһарының кескішті лақтырып, қақпаға қарай айқайлап бара жатқанын көруге болады. Ей, сен сол жерде жасырынып жүрген қорқақсың. Мен сенің өмір бойы тамағың бар екенін білемін. Қақпаны аш. Әйелдердің керек жарақтарын бер. Менің көңіл күйім жақсы.
жақсы, сондықтан мен сені тірі қалдыратын шығармын. Әйтпесе, мен бұл аянышты қабықты ежелгі қабықпен жарып жіберемін. Мына бейбақтар сиренаға келуге батылы барды. Мен күлемін, асығатын жер жоқ. Мен бұл қорғаныс жүйесіне ондаған миллион жұмсадым. Сондықтан оның қалай жұмыс істейтінін тыңдайық. Сыртта Ву айдаһар біраз уақыт күтеді, жауап алмайды және ашуланады. Мен саған саусағымды беремін, ал сен бүкіл қолыңды ұстайсың. От. Мына қарғысы атқыр қақпаны жарып жіберші. 3 зымыран ауада от жолақтарын сызып қақпаға соғылады. Бах-бах. Жарылыстар түнгі аспанды дүр сілкіндірді. Эжа Дрэгон бандасының қарақшылары қуана ұшып кетті. Бұл шынымен де сәтті болды ма? Ха-ха-ха. Мен үшін де алынбайтын бекініс. Біздің айдаһар бастық Вудың алдында бұл жай ғана жұқа есік. Бірақ түтін сейілгенде барлық күлімсіреу жүздеріме қатып қалады. Күміс сор титан қорытпасынан жасалған қақпалар бірі сызатсыз жаңадан жасалған қақпаларға ұқсайды. Айдаһардың беті өледі, атуды жалғастыра бер. Бірақ бұл кезде қабырға үстіндегі брондалған панельдер сырғып кетеді. Шерту. Жасырын бөлімшелерден 12-6 ұңғылы гәтлинг пулеметі шығып жатыр. Ал олардың қараңғы оқпандары төмендегі көпшілікті аяусыз нысанаға алуда. Басқару бөлмесінде мен стақанымды көтеріп, жайбарақат сөйлеймін. Сыртқы динамиктер өмірге келеді. Бұл Блекстоун базасы. Жеке меншік. Дереу кетіңіз. Әйтпесе оның салдарымен күресесіз. Айдаһар Ву күледі. Жеке меншік. Мен қазір осындамын. Заң. Шабуылға. Мен стақанымды үстелге қойдым. Оқ жаудыр. Келесі секундта. Тра-та-та-та-та-та. Барлық 12 гәтлинг пулеметтері бір уақытта оқ жаудырады. Ауыр калибрлі бронды тесіп өтетін снарядтар өтпейтін металл дауылға айналады. Тау жолы әп сәтте жарқыраған оқтармен жарқырайды. Эжа Дрэгон қарақшылары бірінен соң бірі құлап жатыр. Небәрі 30 секундтың ішінде бүнкердің айналасы айқайлаған жаралармен көмкерілген далаға айналады. 200-ден астам банда мүшелері әрекетке қабілетсіз деп танылды. Қалғандары үрейленіп шегініп жатыр. Мен диспетчерлік бөлмеде тас бетімен отырмын. Ақыр заман, кейбір адамдар құтқарылуға лайық емес. Атысты тоқтат. Мен тоқтату түймесін басамын. Көшеде 500-ден 600-ге дейін адамнан тұратын Эжа Дрэгон бандасының жартысы ғана қалды. Мен бұл үшін сенің теріңді жұлып аламын. Ву айдаһары қанға боялған күйінде аяғынан тұрып кетеді. Оның денесі оянған қан питонындай қан қызыл қабыршақтардың қалың қабатымен жабылған. Оның керемет өміршеңдігі мен қорғанысы бар. Кәдімгі қару оны қабылдамайды. Оянғандар түннел қаза бастайды. Егер мен бүгін осы бүнкердегі адамдарды өлтірмесем, мен адам емеспін деп ант етемін. Пангалиндік қабілеттері оянған банданың бірнеше мүшелері өз қабілеттерін бірден іске қосып, жерге үңіле бастайды. Мен экранда не болып жатқанын салқын бақылап отырмын. Өлімді аңсаған ақымақтар, пышақ, сирена, қорғанысыңды сақта. Мен бұл қырғынды шешуге барамын. Титан қорытпасынан жасалған қақпалар баяу ашылады. Мен жалғыз шығамын. Ву айдаһар күліп жіберді. Ақыры қасапханаға шықты. Балалар, оны ұстап алыңдар. Қалған 200-ден астам қаскөйлер менің жалғыз екенімді көріп, санның артықшылығына жігерленіп, қаруларын бұлға-балға ұмтылады. Мен бір орында тұрып, сол аяғымды ақырын көтеріп тұрмын. Шығыс императоры Тайдың тотемі көздің жауын алатын қою алтын сәулемен жарқырайды. Менің денемнен аспанды күйдіріп, бар нәрсені ерітетін қорқынышты аптап ыстық толқыны шығып жатыр. Нағыз күн алауы. Мен аяғымды төмен түсіремін. Бум. Алтын от теңізі толқынындай атқылап жатыр. Алдыңғы қатардағы ондаған адам алтынға тиген сәтте шабылғандай құлап жатыр. Жер күйіп жатыр. Болат қару балқып, сұйық темірге айналады. Адам төзгісіз аптап ыстықтан бәрі үрейленіп шегінеді. Олардың маған жақындауға да құқығы жоқ. Мен бір соққымен 200-ден астам бұзақыны жойып жіберемін. Ашық жерде жалғыз тұрған Ву айдаһары ғана қалды. Оның аяғы бүгіліп, тізесіне құлады. Құбыжық, сен қандай құбыжықсың? Мен оған бірте-бірте жақындай түсемін. Енді қорқасың. Тым кеш. Ву айдаһар тізерлеп тұрып, менің жақындағанымды бақылап отыр. Оның психикалық қорғанысы бұзылған. Бұл мүмкін емес. Мен сыныптан ояндым. Мен саған ұтыла алмаймын. Оның көзінде ессіздік жыпылықтайды. Ол тілін тістеп, кеудесіндегі қан питонының татуировкасына қан ұйғышын түкіріп жатыр. Адамгершілікке жатпайтын айқаймен Ву айдаһарының денесі деформациялана бастайды. Оның сүйектері созылып ұзарады. Оның терісі қабыршақтармен жабылған. Оның бүкіл денесі ұзындығы 20 метрден асатын. Су ыдысындай қалың жыланға айналады. Қорқынышты қан питоны, тотемдік класс мырзасы, жануар пішінінің толық оянуы. Мен сені толығымен жұтып қоямын. Қан питоны көлікті жұтуға қабілетті аузын кең ашып, тура маған қарай жүгіреді. Қан иісі бетіме тиді. Оның жарылған аузына қиыршық тас ұшып келеді. Өлшем маңызды деп ойлайсыз ба? Мен күліп, оң аяғымды алға шығарамын. Аспанға тең ұлы данышпан, жойылмайтын жауынгерлік дене. Менің оң аяғымдағы ұлы данышпанның тотемі алтын нұрмен жыпылықтайды. Қайтпас қайсар. Аспанды дүр сілкіндірген жауынгерлік ниет толқыны биікке көтеріледі. Келесі секундта менің бүкіл денемді көздің жауын алатын алтын нұр қабаты орап алады. Менің сүйектерім дірілдеп, қаным магма сияқты қайнап жатыр. Менің артымда алтын шынжырлы сауыт киген және феникс қанаттары бар алтын тәж киген жауынгерлік елес ақырындап пайда болады. Сол алтын көздер ашылған сәтте тіпті төбемдегі қара тұманда бір-бірінен алшақтап бара жатқан сияқты. Қан питоны шабуылға асығады. Мен шегінбеймін. Мен зеңбірек добындай аспанға ұшып, алға қарай ұмтыламын. Бам! Менің аяғым қанды питонның төменгі жақ сүйегіне түсіп, оның үлкен басын артқа лақтырып жіберді. Қан питоны ауырып айқайлап жатыр. Оның үлкен денесі мені лақтырып жібергісі келгендей дірілдеп тұр. Бірақ мен оның бас сүйегіне мықтап тұрдым.
Аяғым тауға қадалғандай болды. Кішкене қимыл емес, қан питоны қатты айқайлайды. Оның үлкен құйрығы менің бағытымды қағып тұр. Оның жолындағы әрбір тас пен ағаш онымен жанасқанда жарылып кетеді. Мен оң қолымды жоғары көтеремін. Артымдағы ұлы данышпанның елесі бұл қимылды қайталайды. Бос ауада алтын жауынгерлік ниетпен жалындаған ұзын таяқ ақырындап қалыптаса бастады. Таяқтағы көне өрнектер дюйм-дюйм жанып тұрады. Алтын таяқ. Менің саусақтарым таяқшаның елесін ұстаған сәтте денемнің әрбір жасушасын сөзбен айтып жеткізгісіз қаһарлы жауынгерлік ниет тесіп өтеді. Қатып қал. Мен таяғымды көлденең доға бойымен сермеп жатырмын. Бум. Алтын таяқшаның елесі мен қан питонының құйрығы соқтығысады. Ауа дірілдеп тұр. Соққы толқыны дауыл сияқты жан-жаққа тарайды. Брондалған көлікті жарып жіберетін құйрық осы бір соққыдан қатты соққыға ұшырағаны сонша, оның қабыршақтары жарылып, құлап, өзі кері ұшып кетеді. Бір кездері Ву айдаһары болған қанды питонның көзінде алғаш рет қорқыныш пайда болды. Мүмкін емес. Мен С класындағы қанды питонмын. Мені қалай жеңе аласың? Мен оның басында тұрып, мұздай төмен қарадым. Өйткені сенің С класы деп аталатыныңа тыйым салынған тотемнің алдында ештеңе жоқ. Осы сөздермен мен алтын таяқшаны екі қолыммен ұстап, басымнан жоғары көтеремін. Дәл осы сәтте менің артымдағы ұлы данышпанның елесі үлкейе бастайды. 10 метр, 30 метр. Ол ақырында аяғы қара тұманға тірелген, басы аспанға тиген орасан зор алтын соғыс құдайына айналғанға дейін. Оның қолындағы алтын таяқ аспанды тіреп тұрған бағанадай салбырап тұр. Тауларды басып, өзендерді кесіп өтуге қабілетті қорқынышты күшке ие бола отырып, ол тікелей қан питонының маңызды нүктесіне бағытталған. Жын өлтірушінің соққысы. Бум. Бум. Таяқ төмен түскенде бүкіл тау дірілдеп тұрғандай болады. Жер жарылып жатыр. Тастар аспанға қалықтайды. Қан питонының алып денесі жерге қысылып жатыр. Оның өмірлік маңызды нүктесіндегі қабыршақтар жарылып, бөліктерге бөлінеді. Жойқын жауынгерлік күш оның сүйектерінен өтіп, денесіндегі өмірдің соңғы ұшқынын жояды. Қан питонының қарашықтары кенет тарылып барады. Оның орасан зор денесі бірнеше рет дірілдеп, содан кейін қатып қалады. Таудың үстіндегі қара тұман соққы толқынының әсерінен сейіліп кетеді. Мен алтын таяқшаның елесін босатып, аяғыма нық тұрдым. Менің артымда ұлы данышпанның елесі жоғалып кетті. Ал менің оң аяғымдағы тотемде әлсіз алтын жарқыл ғана қалды. Вул сыныбынан оянған айдаһар бір соққымен өлтірілді. Мен саусақтарымды пышақ тәрізді етіп бүктеп, қан питонының бас сүйегін ашып, қою қызыл жарық шығаратын кристалды ядроны шығарамын. Жаман емес. Тотемнің кристалдық өзегі сыныптан. Бұл маған әрең пайдалы бола ма? Мен өз кеңістігімдегі ядроны алып тастап, бүнкерге қарай бұрыламын. Менің артымда Ву айдаһар әскерінің кесілген қалдықтары жерде жатыр. Ешкім басын көтеріп, маған қарауға батылы бармайды. Мен ұрыс даласынан жүздеген кристалды ядроларды жинап жатырмын. Олардың көпшілігінің сапасы нашар, бірақ олардың саны бұл кемшіліктің орнын толтырады. Байланысқан кеңістікке кристалдық ядролардан келетін энергияның күшті ағыны оның кеңеюін анық сезінуге мүмкіндік береді. Менің ішімдегі көздің күші барған сайын нығайып, күшейе түсуде. Одан да таң қалдыратыны, менің күш қуатым артқан сайын арқамдағы тотемдік табытты тартып жатқан 9 айдаһар барған сайын жарқырап сезілетін болады. Ежелгі қара табыттың үстінде 9 қызыл шынжыр бар. Олардың біріншісі бірте-бірте әлсірей бастады. Мен табытты тартып жатқан 9 айдаһардың ішінен жұмбақ ақпараттың шығып жатқанын сезіп, көзімді жұмып отырмын. Бұл тотем тек басу үшін ғана емес. Оның нағыз қорқынышты қабілеті мутантты аңдардың кристалды ядроларын, жау тотемдерінің қалдықтарын, түрлендіруге болатын кез келген энергияны сіңіру және денемді, күшімді нығайту үшін осы күштің барлығын маған қайтару. Шығу тегі және онымен байланысты кеңістік. Бұл қабілет табыт жегіш деп аталады. Бірақ бірінші тізбек әлі толық босаған жоқ. Табыт жегіштің қабілетін шынымен ашу үшін маған кем дегенде 5-ші немесе одан жоғары деңгейдегі кристалды ядро қажет. 5-ші деңгейдегі кристалды ядро. Мен көзімді ашсам, аузымның бұрыштары күлімсіреп көтеріледі. Менің өткен өмірімде Шығыс теңізден қанды ай құлағаннан кейін көп ұзамай теңіз айдаһарының сүйектерін жаншып, 5-ші деңгейдегі аңдар патшасы пайда болды. Бұл жаратылыс бүкіл Янчжоуды жойып жібере жаздады. Бұл жолы оның кристалды ядросы маған жетеді. Қанағаттанып, мен бұрылып, бүнкерге қайта ораламын. Қақпа баяу жабылып, бізді сырттағы қырғыннан толығымен оқшаулады. Блейд маған қарай жүгіреді. Оның көздері қуаныштан жанып тұр. Кайл, сен кереметсің. Сирена маған жылы сүлгіні созады. Оның әдемі көздерінде таңданыс жарқырайды. Жарайсың. Ыстық ыдысы бар қазан әлі суыған жоқ. Мен қолымды сүртіп, диванға қайта отырамын да агадағы сиыр етінің бір бөлігін аламын. Дәл осы сәтте Капитолийден 500 метр төмен жоғары әскери басқару орталығында қысымшылық атмосфера орнады. Баяндаңыздар, Шығыс театрының 3-ші қорғаныс шебі бұзылды. 4-ші деңгейдегі 3 мутантты аңдар ұстау аймағынан қашып кетті. Есеп бер. Оңтүстік жағалауда әдеттен тыс цунами тіркелді. Болжам бойынша терең теңіздегі Левиафан құрлыққа шығып жатыр. Мен есеп беріп жатырмын. Кәдімгі қарулар 3-ші және одан жоғары деңгейдегі мутантты аңдарға қарсы тиімділігін тез жоғалтады. Біздің оянғандарымыз үлкен шығынға ұшырады. Әрбір жағымсыз жаңалық бізге балға сияқты тиеді. Үлкен электронды соғыс үстелінің алдында тұрған қолбасшы шарасыздықтан көзін жұмып отыр. Бұл маршал Лонг, Айдаһар империясының қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы. Қанды айдан бері небәрі 3 күн өтті. Ал қазіргі өркениет, адамзаттың мақтанышы, қазірдің өзінде жартысынан көбі жойылды. Тіпті әскерилер де осы мутантты титандарға қарсы күресте жеңіліске ұшырауда. Бұл шынымен де Айдаһар империясының соңы ма? Осы кезде барлау қызметкері орнынан атып тұрды. Маршал, сен мұны көруің керек. Жасырын технологиямен жабдықталған ұшқышсыз ұшақ бұл кадрларды жаңа ғана жіберді. Негізгі экран кескінді жылдам үлкейтеді. Ол титан қорытпасынан жасалған қабырғалармен қоршалған тау бекінісін көрсетеді. Бекініс қақпасының сыртында орман өрттен аман қалып,
оққа ұшты. Барлық жерде тастап кеткен көліктер мен қашып кеткен Эжа Дрэгон бандасының артында қалған қарулар жатыр. Ал кадрдың ортасында бекіністің сыртындағы тау жолында көйлексіз жас жігіт жалғыз тұр. Оның алдында ұзындығы 20 метрден асатын және қалыңдығы су ызысындай қорқынышты қанды питон тұр. Жылан қою қызыл қабыршақтармен жабылған. Оның үлкен жылан көздері ессіздікке толы. Ал орасан зор денесі тұңғиықтан жорғалап шыққан құбыжық сияқты ағаштардың арасында тербеледі. Бұл Энс класс аңының оянған түрі. Маршал, біз жақын маңдағы бөлімшелерді көмекке жіберуіміз керек пе? Тым кеш, қашықтық тым алыс. Біздің әскерлер келгенше ұрыс бітеді. Бірақ келесі секундта командалық орталықта жантүршігерлік тыныштық орнайды. Экранда жас жігіттің оң аяғы кенеттен жарқыраған алтын сәулемен жыпылықтайды. Оның артында батыл алтын соғыс құдайы, құдайдың аватары бейнеленген. Аватар алтын тізбекті пошта киіп, феникс қанаттары бар алтын тәж киген. Ал оның алтын таяғы бос орынның өзін басып тұр. Тіпті ұшқышсыз түсірілімде де бөлмедегілердің бәрі аспан мен жерді жаулап алғандай болып, көрінетін еңсерілмейтін жауынгерлік ниетті сезінеді. Бұл қандай татом, деп күбірледі барлау қызметкері. Ешкім жауап бермейді. Өйткені экранда шайқастың ең таңғаларлық сәті өтеді. Барлығы жас жігіттің қанды питонның бас сүйегінде тұрғанын көреді. Фантом алтын таяқты екі қолымен ұстап тұр. Ал алтын соғыс құдайы, құдайдың аватары. Оның артында өлшемі ұлғаяды. 10 метр, 30 метр, 50 метр. Ол таулардың өзіндей биік болғанша. Келесі секундта алтын таяқ қан питонының маңызды нүктесіне соғылады. Тіпті экран арқылы бүкіл орманның дірілдеп тұрғанын көруге болады. Жер жарылып, тастар аспанға қалықтады. Қорғанысы тіпті ауыр артиллерияға төтеп бере алатын сыныптағы бұл қанды питон бір соққымен жерге соғылады. Қанды питонның орасан зор денесі дірілдеп, содан кейін қатып қалады. Командалық орталықта жантүршігерлік тыныштық орнады. Біреудің көзі әрең көрінгенше бірнеше секунд өтеді. Сыныптағы аңды өлтіру үшін бір соққы. Бұл қалай мүмкін? Оның ояну деңгейі қандай? Нысананың жеке басы расталды. Кайл Чин, 22 жаста, Сэншоудағы Чин корпорациясының бұрынғы мұрагері. Қанды айдан 20 күн бұрын ол кенеттен өзінің барлық активтерін жойып, Сэншоудың шетіндегі шалғайдағы Блекстоун базасын, сондай ақ көптеген керек жарақтарды сатып алды. Сонымен қатар, ол 2 спутникті жер астындағы Ghost X тату сурет салонына апарып, оларға 7 күн қатарынан жаппай татуировка жасады. Қанды айдан 1 күн бұрын ол ресми түрде Блекстоун базасына көшті. Командалық орталықта тағы да тыныштық орнады. Барлығы бір нәрсені түсінеді. Бұл Кайл есімді жас жігіт. Кайл ақыр заманның келе жатқанын білетін сияқты. Қазуды жалғастыра бер. Онымен бірге болған 2 адамға файлдарды жинаңыз. Сонымен қатар Кайл Чинге бірден жоғары деңгейдегі стратегиялық басымдық мәртебесін беріңіз. Сэншоуға арнайы өкіл жіберіңіз. Эжа Дрэгон тобын жойғаннан кейін келесі күні таңертең мен бункердегі температура реттелетін бассейнде жатырмын. Және кешегі шайқастың жемісін көзімді жұмып тамашалаймын. Қатты дабыл үнсіздікті қайтадан бұзады. Кайл қақпа алдында тағы бірнеше суйцид болды. Блейд бассейнге қарай асығады да маған бақылау тақтасын береді. Бұл жолы олардың саны бірнеше ондаған ғана, бірақ алдыңғысы маған таныс болып көрінеді. Мен планшетті алып жазбаны көріп отырмын. Ал ернім суық күлкіден қисайып кетті. Экранда қолында қаруы бар бірнеше ондаған жыртқыштардың көтеріліп бара жатқанын көруге болады. Бункерге апаратын тау жолымен, бетіндегі кір мен сыртқы келбетіне қарамастан, мен алда тұрған адамды бірден танимын. Бұл Цунчоудағы ең бай адамның ұлы. Менің бұрынғы өмірімдегі қас жауым дерек. Қанды ай құлаған түні ол мутантты бүделден қорқып, қала орталығындағы вилласынан тікелей эфир жүргізіп жатқан. Мен ол апокалипсистің алғашқы күндерінен аман қалады деп ойламадым. Оның артқы жағындағы Сербарас Иглас тотеміне жабысып қалды. Соңғы бірнеше күнде қала орталығы мутантты аңдардың аң аулайтын жеріне айналды. Оның тау бөктеріндегі вилласы қирап қалды. Ол ондаған оққағарларын жем ретінде құрбан етіп, осында жетіп аман қалды. Ол бүкіл Яншоудағы жалғыз шынымен қауіпсіз жер менің тау бункерім екенін жақсы біледі. Сондықтан ол мұнда құтырған иттей жорғалап келді. Кайл, мен сенің сонда екеніңді білемін. Дерек 50 метр қашықтықтағы қақпаға жақындап, истерикамен айқайлап, камераға, ха-ха, қалай ойлайсың? Мына қабықтың ішіне тығылып, сен қауіпсізсің бе? Мен тозақ итінің күшін ояттым. Мен қазір күштімін. Бүгін мен сенің қақпаңды бұзып, барлық керек жарақтарыңды алып кетемін. Деректің сайқымазақты ұмытып бара жатқан айқайына мән бермей, мен бассейннен тұрып, өзімді кептіру үшін абайсызда сүлгін аламын. Сынып тотемі, мен оның басын осылай айналдырдым. Кайл, маған онымен күресуге рұқсат етіңіз. Жоқ, мен өткен өмірдегі ренішті өзім шешемін. Қақпаны аш. Шертіңіз, титан қорытпасынан жасалған үлкен қақпа ақырындап ашылып жатыр. Мен бункерден шыққан кезде жалғыз шығамын. Кайл, сен ақыры көрінуге батылсың. Сен өзің алып келген осы бейшара бұзақылардың көмегімен менің керек жарақтарымды алып кете аламын деп ойлайсың ба? Мен оның артындағы бұзақыларға қарап тұрмын. Олардың аяқтары қорқыныштан дірілдеп тұр. Менің бетімде менсінбеушілік жазылған. Сенімен қарым-қатынас жасау үшін мен үшін өзімнен артық нәрсе жеткілікті. Куэль, қарашы, мен кімді әкелдім. Жұрт ақырындап тарап жатыр. Қара тұманнан сымбатты фигура шығып жатыр. Оның үстінде қанға боялған қызыл көйлек. Терісі өлі бозарған, бет әлпеті әлі де нәзік. Тек қазір оның көзінде қорқынышты қызыл жылтыр бар. Жалаңаш белінде қан қызыл лалагүл татуировкасы баяу гүлдейді. Оның артында мөлдір қызыл жапырақшалар қалықтап, тартымды, еліктіретін хош иіс шығарады. Ванесса ол тірі. Және ол жай ғана тірі емес. Ол жер асты әлемінің тотемдік лалагүлін оятты. Оның айналасындағы қарақшылар тоңып,
көздері шыны болып қалады. Кейбіреулер тіпті тізе бүгіп, оған қарай жорғалайды. Олардың жаны денелерін тастап кеткендей. Ванесса қолын ақырын көтереді. Қан қызыл жүзім бұтасы саусағының ұшына ілініп, қарақшылардың бірінің мойнына оралған. Ол тіпті қарсылық көрсетпейді. Керісінше, оның жүзінен бақытты күлкі пайда болады. Келесі секундта оның беті күл сұрға айналады. Оның бүкіл денесі одан барлық тіршілік күші ағып кеткендей ағып жатыр. Кеудесінен лалагүл ақырындап жайқалып тұр. Ванесса риза болып, көзін жұмып, бозарған жүзі қайтадан қызғылт түске боялады. Кайл, таң қалдым. Мен де ояндым. Оның артында директор, оның бетінде суық, қорқынышты күлкі бар. Кайл, сен құдіретті болмауың керек пе? Ванесса агласындағы экстрасенс ретінде оянды. Оның лалагүлінің хош иісі бірден оянған бірнеше адамды басқара алады. Мен бір кездері жақсы көрген әйелге қолыңды көтере аласың ба? Соны көргім келеді. Ванесса ақырын күліп, ақырын жүре береді. Маған, оның әр басқан қадамында аяғының астында қан қызыл лалагүл гүлдейді. Ауадағы хош иіс барған сайын қалыңдай түседі. Айналамдағы қара тұман сейіліп барады. Менің көз алдымда әлем өзгеріп жатыр. Мен өткен өміріме қайта ораламын. Құбыжықтардың толқындары өршіп тұр. Менің басымда қанды ай ілулі тұр. Мен қирандылардың арасында жатырмын. Бәрі қанға боялған. Серп, мутант жақындап қалды. Ол жақындап келеді. Ал Ванесса менің қасымда тізе бүгіп, гүлді көргендей жылайды. Кайл, мен қателестім. Мен сені тастап кетпеуім керек еді. Дерекке сенбеу керек еді. Егер сен бәрін қайтара алсаң, мен сенімен бірге қалар едім. Ол менің бетіме тигізуге тырысып, қолын созады. Оның дауысы нәзік естіледі. Оның жүрегінен сыздаған сағыныш естіледі. Кайл, мені кешірші, өтінемін. Мен оған жайбарақат қарап тұрмын. Келесі секундта мен күлемін. Ванесса, сенің елесіңде аянышты. Менің алдымда тізерлеп отырған, жылап тұрған Ванесса тоңып қалады. Мен бір қадам алға басып жатырмын. Бум. Табытты артынан сүйреп келе жатқан 9 айдаһар арқамнан босап шықты. 9 қара айдаһар көлеңкесі бір уақытта қызыл көздерін ашады. Ежелгі қара табыт менің артымда қалықтап жүр. Оның үстіндегі қызыл шынжырлар дірілдеп тұр. Жоғарыдан күшті тыйым салынған қысым түсіп жатыр. Қирандылар, құбыжықтар толқыны, қанды ай, жылап тұрған Ванесса, осының бәрі шыны тәрізді дірілдеп, кішкене бөліктерге бөлінеді. Шындық қайта оралады. Ванессаның жүзі бозарып кетті. Ол артқа шегінеді. Аузының бұрышынан қан ағып жатыр. Оның артындағы өрмекші лалагүлінің елесі қатты дірілдеп тұр. Жапырақтары бірінен соң бірі қурап қалады. Керемет. Ол маған сенімсіздікпен қарайды. Менің тозақ, хош иісім адамның жүрегіндегі құмарлықтың тереңіне енеді. Бұған қалай жауап бермеуге болады? Обсессия. Мен оған салқын қараймын. Сен менің құмарлығым болуға лайықсың деп ойлайсың ба? Ванессаның бетінен қан кетіп жатыр. Бұл сөз тіркесі кез келген шабуылдан да ауыр тиеді. Ол ернін тістеп, көзінен үрей билейді. Кайл, сен мені жақсы көрдің ғой. Сен маған әлі де ашуланасың, солай ма? Иә. Кенет оның жүзі өзгеріп кетті. Оның көзіне жас келеді. Ол маған қарап тұр. Аянышты және қорғансыз. Мен бұрын қателескенімді мойындаймын, бірақ мен ақыр заманның келе жатқанын білмедім. Мен сені шынымен жынды деп ойладым. Кел, мені бүнкерге кіргізші, мен саған қайта ораламын. Енді мен ояндым Алласы. Мен саған көмектесе аламын. Мен тірі қалғандарды басқара аламын. Мен саған ыңғайлы боламын. Ванесса, сен арамза бақсысың. Сен маған оны өлтіруге көмектесетініңді айттың ғой. Ванесса кенет артына бұрылып, дерек, аузыңды жап. Егер сен тікелей эфирде келді жерге қаратпасаң, оны мазақ ету үшін мені өзіңмен бірге сүйреп апармасаң, мен бұл жағдайға тап болар ма едім? Сен қашып кеткенде маған бір рет қарадың ба? Мені соттауға сенің қандай құқығың бар? Дерек ашудан дірілдеп тұр. Мен олардың бір-бірін жыртып жатқанын көрдім. Мен зерігуден басқа ештеңе сезбедім. Өткен өмірімде мені осы екеуі өлтірді. Бұл күлкілі. Кайл, мен қателестім. Мен қателескенімді шынымен білемін. Маған тағы бір мүмкіндік беріңізші, өтінемін. Ол менің білегіме қолын созады. Бірақ саусақтары теріме тиіп үлгермей жатып, көзге көрінбейтін толқын оны бір жаққа лақтырып жібереді. Мен оған төмен қарап, сабырмен айтамын. Сен ештеңеге өкінбейсің. Сен жай ғана директің сені қорғай алмайтынын және мен одан күшті екенімді түсіндің. Ванессаның денесі дірілдеп тұр. Оның көзінен жас ағып жатыр. Мен оң қолымды жоғары көтеремін. Менің артымда фантомның қара табыты жарылып жатыр. Ол сәл ашылып қалды. Одан қара шынжырлардың шатырлары үзіліп, Ванессаның белбеуіндегі өрмекші лалагүлінің тотеміне әп сәтте оралады. Өрмекші лалагүлі гүлдеген кезде әдемі болады. Оның дұрыс емес жерде гүлдегені өкінішті. Мен бұл сөздерді айтқан бойда табыттың шынжырлары кенет жиырылып қалады. Ванесса қатты жылайды. Оның артындағы қан қызыл гүлдер теңізі жоғалып барады. Ликаристің сансыз елестері ауада көрінеді. Оның ішіндегі тотемдік күшті 9 айдаһар басып, табытты сүйреп апарады. Оның бір кездері қорқынышты қызыл қарашықтары тез қалпына келеді. Ол барлық күш одан ағып кеткенде жерге құлап түседі. Менің күшім. Кайл, сен менің күшімді нығыздадың. Ол маған шарасыздықпен қарап тұр. Сен де мені өлтіруің мүмкін. Сені өлтіресің бе? Иә, сен бір секундқа да тұрмайсың. Дерек шаршаған Ванессаға қарап тұр. Оның көзінде бір тамшы аяушылық жоқ, тек өшпенділік. Пайдасыз. Сен тіпті бір адамды сиқырлай алмайсың. Ванесса оған сенбей қарайды. Дерек, сен не дедің? Дерек оның қасындағы жерді ырылдап теуіп жатыр. Сен болмасаң, қарғыс атсын. Мен осылай бітірер медім. Ванессаның көзіндегі соңғы елес ақыры сейілді. Мен бұл көрініске қарап тұрмын. Менде немқұрайлылықтан басқа ештеңе жоқ. Ақыр заман адамды өзгертпейді. Ол жай ғана ішіндегі кірді ашады. Мен дерекке ақырын қараймын. Қойылым аяқталды. Енді есеп айырысудың уақыты келді. Деректің жүзіндегі күлкі сейіліп, оның орнына жасырын үрей пайда болады. Ол ақырында оның мақтаған күші менің алдымда ештеңені білдірмейтінін түсінді. Бұл мүмкін емес. Мен ояндым Алласы. Мен жеңілмейтінмін. Дерек ақыры жүйкесін жоғалтады. Ол басын артқа еңкейтіп,
аңның даусын шығарады. Арқасындағы киімдері жыртылып жатыр. Көзді ашып, жұмғанша оның артында ұзындығы 5 метрден асатын, денесі қара жалынға оранған 3 басты тозақ иті пайда болады. Деректің денесі ісіп, бұлшық еттері гротескілік дөңес болып, қолдары ұстараның өткір тырнақтарына айналады. Одан сұр түс шығып, маған қарай жүгіреді. Өл. Деректің тозақ итінің орталық басы үлкен аузын ашып, жанып тұрған қара жалынның ағынын шашады. Ешкінің жаншып тұрған шабуылына тап болғанда, мен тіпті жалтаруға тырыспаймын. Менің алдымдағы бұл сұмырай тіпті ит деп аталуға лайық емес. Мен терең дем алып жатырмын. Менің ішімдегі қорқынышты өмірлік күш, бастапқы қуатпен күшейтілген, дауылды өзенде қайнап жатыр. Мен ешбір құдайлық аватарды немесе тотемді белсендірмеймін. Тек таза физикалық күш. Менің оң жұдырығым артқа қарай тартылады. Содан кейін зеңбірек добының жылдамдығымен алға қарай дәл осы үлкен қара отқа түседі. Бах-бах. Желдің жойқын екпіні қара жалынды екіге бөледі. Менің жұдырығым деректің қымбат қасқыр тырнақтарына кідіріссіз соғылады. Жарылған дыбыс. Жүрек айнуын тудыратын сүйектердің сықырлауы естіледі. Деректің оң қолы бұтақтай иіліп тұр. Соққы тоқтамай кеудесіне тиеді. Дерек қан құсады. Оның үлкен денесі сынған батпырауықтай артқа ұшып, жерге құлап түседі. Мүмкін емес. Сен тіпті құдайдың аватарын пайдаланбадың. Сенің бойыңда соншама күш қайдан пайда болды? Ақыры деректің көз алдында нағыз сұмдық пайда болады. Өйткені сен тым әлсізсің. Мен оған ақырын жақындап, жоғарыдан төмен қараймын. Кайл, мен қателестім. Өтінемін, мен аяйық. Мен оған қарап тұрмын. Менің көзімде жанашырлықтың көлеңкесі жоқ. Өткен өмірде сен мені аңға айналдырдың. Мен сені бұл жолы аңға апармаймын. Деректің көзіне үміт нұрын шашады. Өйткені бұл өте оңай болар еді. Мен қолымды ақырын көтеріп жатырмын. Менің артымда елес табытты сүйреп келе жатқан 9 айдаһар пайда болды. Қара табыт ашылып жатыр. Одан қара шынжыр үзіліп, деректің арқасындағы Церберус тотеміне тікелей қазылады. Дерек ауыр байқайлайды. Оның артындағы Церберус тотемі қатты соғып тұр. Бірақ 9 қара айдаһар оны жаншып тұрған күшпен жерге итеріп жіберді. Жарылған дыбыс. Тотемнің бетінде жарықшақ пайда болады. Табиғаттан тыс энергия деректі шегініп бара жатқан толқын сияқты қалдырады. Оның денесі қалыпты мөлшерге дейін тез кішірейіп, соққыға жығылған дәрменсіз қарапайым адамға айналады. Менің күшім. Кейл, маған күшімді қайтарып бер. Сен әрқашан кішкентай ит болып көрінгенді ұнататынсың. Солай емес пе? Бүгіннен бастап сен оған тұрарлық емессің. Қарақшылар шаршаған дерекке қарап, олардың көзқарастары өзгере бастайды. Ақыр заманда әлсіздердің қадір қасиеті жоқ. Ал дерек сансыз адамдарды құрбан етіп, оларды тірі қалу үшін жем ретінде пайдаланды. Содан кейін карма пайда болды. Бірден дерлік айқайлар естіледі. Мен артыма қарамаймын. Көп ұзамай деректің дауысы мәңгілікке өшеді. Жерде тек күңгірт, бірінші деңгейлі кристалды ядро қалады. Мен оны кездейсоқ өз кеңістігіме алып кетемін. Өткен өмірімде мені мутанттар тобының тұзағына түсірген қас жау. Бұл өмірде менің толық күшіме де лайық емес. Осы кезде аспаннан саңырау гүріл естіледі. Тікұшақтардың қалақтарынан айналамыздағы қара тұман үйіліп жатыр. Мен басымды көтеріп тұрмын. Бункердің үстінде 3 қою жасыл әскери тікұшақ қалықтады. Олар баяу төмен түсіп жатыр. Люктер ашылып жатыр. Олардан толық қаруланған арнайы жасақ сарбаздарының 2 отряды секіріп шығып, периметрді күзетіп, 2 жаққа сап түзеді. Бірнеше минуттан кейін бізге аға офицер күзетшілердің сүйемелдеуімен келеді. Кейл мырза, сәлем. Мен командир Холтпын, шығыс аймақ командирінің орынбасарымын. Мен мұнда жоғарғы бас қолбасшының бұйрығымен келдім. Командир Холтпын, сізге қиын болды. Барлық жерде мутанттардың өршіп тұрғанын ескерсек, бұл жерде тапқаныңыз команданың әлі де тәртіпті сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатқанын көрсетеді. Командир Холт мұны естіп, оның көзінен бір таң қалды. Ол мұндай қорқынышты күші бар адам әскерилерге менсінбей қарайды деп күткен. Бірақ мен апокалипсисте әскери адам қарапайым адамдар үшін соңғы қалқан екенін жақсы түсінемін. Егер олар алдыңғы шепті ұстамаса, бейтаныс адам одан да тез құлап кетер еді. Холл командасы терең тыныс алады. Кейл мырза, біз сіздің скласындағы қанды питонды өлтіргеніңізді ұшқышсыз түсірілген кадрлардан көрдік. Сіздің күшіңіз командаға недегі оянғандардың ағымдағы тізілімінде көрсетілгеннен әлдеқайда жоғары. Жоғарғы бас қолбасшы сізбен соғыс уақытында ең жоғары деңгейде ынтымақтастық орнатқысы келеді. Біз сізді әскерге шақырмаймыз және Блекстон базасын тапсыруды сұрамаймыз. Біз айдаһар елі үлкен дағдарысқа тап болған кезде сіз мүмкіндігінше көмек көрсете аласыз деп үміттенеміз. Мен келісемін. Командир Холттың көзі жанып тұр. Мен жалғастырамын. Дегенмен, мен өз бетімше әрекет еткенді жөн көремін. Мен стандартты командалық құрылымға сәйкес келмеймін. Блекстон базасы ынтымақтастықтың тәуелсіз форпосты бола алады. Күштері тәртіпті сақтауға, аман қалғандарды эвакуациялауға және қорғаныс шебін құруға арналған. Мен таңдаулы барлау мәліметтерін беремін және қажет болған жағдайда жоғары деңгейдегі мутанттарды жоямын. Екі тарап ресурстар мен барлауды бөліседі. Максималды тиімділік. Мен сіздің шарттарыңызды дәл көрсетілгендей жоғарғы бас қолбасшыға тапсырамын. Біз ынтымақтаса отырып, міне, сіз үшін алғашқы ақпарат. 3 күннен кейін Шығыс теңізде түнгі сағат 2-де теңіз құбыжықтарының алғашқы жаппай толқыны басталады. Теңізді басып жатқан 5 деңгейдегі ежелгі айдаһар 100 000 теңіз құбыжығын Чанчжоу жағалауына апарады. Егер сіз ауыр атыс күшін алдын ала қоймасаңыз, Чажан Шоу мен бүкіл шығыс аймаққа апатты шығын келеді. Бұл нақты не? Командир Холттың беті бозарып кетті. Суық тер оның арқасынан әп-сәтте шығып кетті. Ол маған қатты қарап, менің бетімнен әзіл-қалжыңның қандай да бір түрін табуға тырысты. Бірақ оның бар болғаны сабырлылық екенін көреді. К.Л. мырза, бұл ақпарат сенімді ме? Мен 3 миллион адамның өміріне келгенде қалжыңдамаймын. Командир Холт терең демалып жатыр. Мен дереу жоғарғы бас қолбасшыға есеп беремін және шығыс аймақтың барлық күштерін ауыстыруға жұмылдырамын. Тағы бір нәрсе. Маған ауыр әскери техниканың партиясы, дәлме-дәл станоктар, арнайы қорытпалар,
онда толық автоматтандырылған әскери кемелер классындағы жақын ұрыс жүйелері және жеке пайдалануға арналған термобарикалық бомбалар партиясы қажет. Мен оны тегін алмаймын. Оның орнына жоғары деңгейдегі мутацияға ұшыраған аңдар туралы болашақтағы барлық ақпарат бірінші кезекте әскерилерге беріледі. Бұл стратегиялық ресурстар. Маған маршал Лонгтың рұқсаты қажет. Бірақ жеке менің ойымша, бұл келісімге тұрарлық. Біз келістік. Кейл мырза, ынтымақтастыққа дайын болғаныңыз үшін рахмет. Әскери адамзаттың соңғы шекарасы. Мен сенің әлі қолыңнан келмейтін нәрсені жеңе аламын. Әркімнің өз рөлі бар. Кейл мырза, мен бұл сөздерді жоғарғы бас қолбасшыға жеке жеткіземін. Мен командир Холттың тікұшаққа мініп, онымен бірге Рачниге ұшып бара жатқанын көріп тұрмын. 5-ші деңгейдегі аңдар патшасы. Табытты тартып жатқан 9 айдаһардың бірінші тізбегін ашу үшін дәл осы нәрсе қажет. Теңізді қиратып жатқан ежелгі айдаһардың хрустал өзегі менікі. 3 күн зымырап өтіп жатыр. Бірнеше ауыр жүк тасымалдайтын тікұшақтар бункердің кіреберісіне арнайы машиналарды, жақын қашықтықтағы ұрыс жүйелерін және термобарикалық бомбаларды жеткізеді. Командир Холттың айтуынша, қалған стратегиялық жүктер партиялармен жеткізіледі. Мен барлық соңғы бөлшектерді кеңістіктегі қоймама салып жатырмын. Бункердің қорғаныс деңгейі қайтадан көтеріледі. 4-ші күні таң атпай, мен басқару бөлмесіндегі кең былғары орындықта отырмын. Қолымда бумен пісірілген шынаяқ қара кофе бар. Кай сыртта шелектегідей төгіліп жатыр. Ал жаңбыр неге қара түсті? Блейд экранға қабағын түйіп қарап тұр. Мен бір жұтым кофе ішіп, алдыма ойланып қараймын. Басталды. Дәл сол уақытта дерлік шығыс жағалаудағы қорғаныс шебінде командир Холт радар экранынан көзін алмай, алдыңғы қатардағы командалық пунктте тұр. Қызыл нүктелерден соққан цунами жағалау сызығына жақындап келеді. Оның бетінен суық тер ағып жатыр. Кайлдың ақпараты расталды. Шығыс теңіз жәндіктері жағаға шығып жатыр. Оқ жаудыр. Барлық бөлімшелерге оқ жаудырыңыз. Олардың қалаға кіруіне жол бермеңіз. Біздің артымызда 3 миллион тірі қалған адам тұр. Ауыр артиллерия саңыраулықпен гүрілдейді. Сансыз снарядтар жағалау сызығына қарай ұмтылып, артында отты іздер қалдырып, қара түсті. Аспанды жарқыратып, күндізгідей жарқырап тұр. Бірақ алаулар жанған сәтте майдандағы барлық сарбаздар шарасыздыққа душар болады. Жүздеген мың теңіз жәндіктері мен мутанттары толқындарды шарлап жүр. Алып, мутантты крабдар брондалған көліктердің көлеміндей балықшылардың қолынан келмейді. Улы тікенектер мен қылшықтанған қосмекенділер, керемет жылдамдықпен қозғалатын және артиллериялық атысты жарып жіберетін теңіз жыландарының үйірлері. Ұрысқа 10 минуттан аз уақыт қалғанда қорғаныстың бірінші шебі толығымен жойылды. Командир, біз позицияны ұстай алмаймыз. Олардың саны тым көп. Алдыңғы шеп бүкіл периметр бойынша құлап жатыр. Командир Холт тапаншасын алып, көзі қызарып кетті. Барлық бөлімшелерге хабарлаңыз. Бүгін бәріміз өлсек те, бейбіт тұрғындарды қорғаймыз. Бах-бах. Әскерилер соңғы шайқасқа дайындалып жатқан сәтте жер сілкініп жатыр. Терең теңізден қорқынышты қысымның сөзбен айтып жеткізгісіз толқыны шығып жатыр. Жаншоудың қирандылары мен жертөлелеріне тығылған, тірі қалған 3 миллионның бәрі бір уақытта кеудесінің қатты ауырғанын сезеді. Олардың жүректеріне тау басып тұрғандай, тіпті тыныс алу қиынға соғады. Бұл қандай жаратылыс? Командир Холт шарасыздықпен аспанға қарап тұр. Қалың қара тұман үлкен сүйек қанаттарын жұлып жатыр. Ұзындығы 100 метрден асатын терең теңіз фосфоресценциясына оранған құбыжық аспаннан ақырын түсіп келеді. Оның көздері өлімнің салқын тынысын шығаратын екі үлкен қызыл шамға ұқсайды. 5 деңгейдегі аңдар патшасы, теңізді басып жатқан ежелгі айдаһар. Апокалипсистің алғашқы күндерінде 5 деңгейдегі мутантты аң жеңілмейтіндіктің синонимі болды. Бұл бүкіл қаланы еш қиындықсыз жоюға қабілетті әмбебап масштабтағы апат. Гүрілдеу. Теңізді басып жатқан ежелгі айдаһар бұлттарды дірілдететін гүріл шығарады. Ол түбі жоқ, аузын ашып, одан сиялы қара айдаһардың тынысы шығып жатыр. Бум. Қара жалын километр радиустағы барлық нәрсені жалмап жатыр. Ауыр артиллерияның позициясы толығымен жойылды. Бітті. Чажанчжоу құрдымға кетті. Үмітсіздік оба сияқты бүкіл қалаға таралады. Сансыз адамдар өлімді күтіп, көздерін жұмып отыр. Бірақ дәл осы сәтте Блекстоун бункерінде мен үстелге бір шыны кофені жайлап қойдым. Экранда аспанда 1 сантиметрлік айдаһар қалықтап жүр. Менің көз алдымда қорқыныш жоқ. Тек жалындаған жігер. Блейдтің жүзі өзгереді. Кейл, сен сыртқа шығасың ба? Бұл 5-ші деңгейдегі аң патшасы. Сирена менің қолымнан ұстап тұр. Мұндай тәуекелге барудың қажеті жоқ. Мен Сиренаны қолыма ақырын сипадым. Ернімде қатты күлкі пайда болды. Менің табыт алып жүрген 9 айдаһарыма әлі де кілт керек. Мен осы өсіп кеткен кесірткенің кристалды өзегіне көзімді жұмдым. Мен лифтке бұрылып, кезекшілікте қалып, өзіме шай қайнатамын. Ол суығанша мен қайтып келемін. Чаджан Джудың үстінде теңізді басып жатқан ежелгі айдаһар қорғаныс шебін талқандап жатыр. Командир Холт өлімге дайындалып жатқанда көзін жұмады. Содан кейін Джанжы үстіндегі таулардың арғы жағында Джо аспанға сиялы қара жарық бағанасын ұшырып жібереді. Бұл жарық суық емес, керісінше, ол ежелгі ұлылықтың сөзбен айтып жеткізгісіз аурасын алып жүреді. Қалың қара тұман сейілді. Бұл не? Командир Холт кенет көзін ашады. Тірі қалған 3 миллион адамның барлығы және тірі қалған әрбір сарбаз инстинктивті түрде Блекстоун бункеріне қарай бұрылады. Бүкіл қаланың көз алдында ұзын бойлы арық жігіт аспанға қалықтап бара жатқан қара алтын сәуленің бағанасына бірте-бірте көтеріліп келеді. Оның ұшатын аппараты жоқ. Ол жай ғана ауада келе жатыр. Аяғының астына көрінбейтін баспалдақ жайылғандай. Бұл Кейл мырза. Бұл Кейл. Командир Холт толқудан қалтырап тұр. Мен жоғары көтерілгенімде арқамда тотемдік табыт ұстаған 9 айдаһар толығымен жайылып кетті. 9 қара айдаһардың көлеңкесі аспанда қалықтап жүр. Олардың денелері жүздеген метрге созылып жатыр. Бір мезгілде айдаһардың қызыл
қызыл көздері ашылады. Олар бүкіл Дзенчжоудың үстінде қалықтап жүрген көне қара табытты көтеріп жүр. Табытта қызыл шынжырлар баяу соғып тұр. Қаланың түкпір-түкпірінде цунами сияқты адам сенгісіз, ежелгі, мызғымас, тыйым салынған қысым жүріп жатыр. Осы қысымның астында төменде ашуланған 100 000 теңіз құбыжығы әп сәтте үрейлене улады. Әрқайсысы қорқыныштан дірілдеп, сәждеге жығылады. Бұл Блекстоун базасынан келген Кайл мырза. Ол Джунзоны құтқару үшін келді. Сансыз тірі қалғандар қирандылардан бастарын көтеріп жатыр. Олардың көздерінде қорқыныш пен керемет жеңілдік бар. Мен жерден мыңдаған метр биіктікте тұрып, аспан биігінен теңізді басып жатқан ежелгі айдаһарға қарап тұрмын. Оның үлкен денесінің фонында мен құмырсқадан үлкен емес сияқтымын. Бірақ артымнан табыт көтеріп келе жатқан 9 айдаһар ғасырлар қойнауындағы қорқынышты түс сияқты. Теңізді басып жатқан ежелгі айдаһардың гүрілдеген дауысы қиындықты сезінеді. Оның қызыл көздері маған қарап тұр. Ол түбі жоқ аузын ашып, саңырау гүріл шығарады. Маған құлаған метеор сияқты. Бұрынғыдан 10 есе күшті қара айдаһардың тынысы ағып жатыр. Балалардың еркелігі, кеудемдегі пангу тотемі жыпылықтап, мені жауынгерлік рухқа толтырады. Аспан мен жердің пайда болуы. Артымнан пангудың елесі көтеріліп, жақындап келе жатқан қара айдаһар тынысының қабырғасына қарап тұр. Мен тіпті селт етпеймін. Оң жұдырығымды ақырын көтеремін. Ғарыштық соққы. Құдайдың аватары пангу күркіреген регистрлерді шығарады. Аспанды жарып жіберетін күштің жібі менің жұдырығыма оралған. Келесі секундта мен бір қадам алға басамын. Менің жұдырығым қара айдаһардың тынысымен түйіскен сәтте аспан екіге бөлінгендей болды. Қара жалын аспанды жарып жіберетін жойқын күштің қысымымен екіге бөлініп, гүрілдеп, екі жаққа тарайды. Мен олардың арасында тұрмын. Өрт толқындары төмендегі қирандыларға соғылып, қара түсті жердегі 2 шақырымдық траншеяларды өртеп жіберді. Ал мен жалынның 2 қабырғасының арасында тұрмын. Ал менің денем мүлдем қозғалмайды. Артымдағы пангудың елесі басын ақырын көтеріп тұр. Бұрын әрең көрінетін нәрсе қазір қалыптасып жатыр. Кеудемдегі пангу татуировкасынан елеске қарай қара алтын құдайдың нұры ағып жатыр. Артымда енді менің кезегім келді. Бұл сөздер ернімнен ұшып кете салысымен кеудемдегі пангу татуировкасы бар күшімен жыпылықтайды. Бір кездері тәнсіз болған пангу құдайының аватарының биіктігі 10 метрге дейін өседі. Оның бұлшық еттері тізгінсіз күшпен дөңес, ал аурасы орасан зор. Хаостан шыққан ежелгі титан сияқты таза. Оның алақанында елес пішінінен қатты пішінге дейін баяу жүзеге асады. Аспанды жарып тұрған таза күштен соғылған орасан зор балта. Пышақта дюймге дейін жанып тұрған қою алтын құдай рундары бар. Мен оң қолымды ақырын көтеріп жатырмын. Құдайдың аватары пангу бір уақытта аспанды жарып жатқан балтаны көтеріп жатыр. Адам мен аватар бір тұтас бірлік ретінде әрекет етеді. Теңізді басып жатқан ежелгі айдаһар өзінің өлімінің жақындап келе жатқанын сезгендей. Алғаш рет оның қызыл көздерінде қорқыныш пайда болды. Ол қашып кетуге тырысып, қанаттарын қатты бұлғап тұр. Бірақ пангудың құдайлық аватары оны нысанаға алған сәтте айдаһардың айналасындағы қара тұман қатып қалғандай болды. Мен бір қадам алға басып, даусым күн күркірегендей күркіреді. Пангу, аспанды шеш. Менің оң қолым төмен түсіп кетті. Дәл осы сәтте құдайдың аватары пангу аспанды жарып жіберген балтасын бұлғап тұр. Ұзындығы 100 метр болатын балтадан шыққан қою алтын жарық доғасы бүкіл түнгі аспанды екіге бөлгенде қара тұманды тесіп өтеді. Теңізді қиратып жатқан ежелгі айдаһар шарасыздықпен соғып жатыр. Бірақ тым кеш. Балтаның жарығы түсіп жатыр. Оның үлкен, сүйекті қанаттары әп сәтте ұшып кетеді. Теңізді қиратып жатқан ежелгі айдаһар саңыраулады. Оның орасан зор денесі тепе-теңдігін жоғалтып, метеор сияқты жерге құлады. Мен оған есін жиюға бір мүмкіндік бермеймін. Бір адым. Менің бүкіл денем қара алтын сәуленің жолағына айналып, теңіздерді басып жатқан ежелгі айдаһардың үстінде әп сәтте пайда болады. Пангудың құдайлық аватары тамаша синхрондаумен қозғалады. Мен жұдырығымды түйіп тұрмын. Пангудың құдайлық аватары екі қолымен аспанды жарып тұрған балтаны көтеріп тұр. Айдаһар басын әрең көтереді. Оның қызыл көздерінде үрей пайда болды. Менің даусым мұздай суық. Сындыр. Мен жұдырығымды төмен түсіремін. Аспанды жарып тұрған балта. Құдайдың аватарының қолында пенгу онымен бірге төмен түседі. Балта теңізді дәл ортасына қарай басып жатқан ежелгі айдаһардың бас сүйегіне қадалады. Аспанды жарып жіберетін қорқынышты күш оның бекінісінен өтеді. Сүйектерді оның денесіне айдайды. Жер дірілдеп тұр. Чажан Джешоудың шетінде тереңдігі 10 метр болатын үлкен кратер пайда болады. Тастар мен қоқыстар ауаға ұшып жатыр. Теңізді басып жатқан ежелгі айдаһардың орасан зор денесі кратердің түбіне терең сүңгіп кетеді. Оның қызыл көздеріндегі жарық тез сөнеді. Пангудың құдайлық аватары баяу шегініп бара жатыр. Қою алтын түстес құдайдың нұры бірте-бірте сейіліп барады. Мен кратердің шетінде тұрмын. Ал пангу татуировкасы әлі күнге дейін кеудемде жарқырап тұр. 5-ші деңгейдегі лорд теңізді қиратып жатқан ежелгі айдаһар өлді. Шайқастым тез аяқталады. Соншалықты тез. Ешкімнің не болғанын түсінуге уақыты да жоқ. Мен көтерілген сәттен бастап үлкен титанға айналғанға дейін және айдаһарды өлтіргенге дейін бүкіл процесс 3 минуттан аз уақыт алады. Қара тұман сейілді. Қып-қызыл ай сәулесі қайтадан түседі. Мен аспан мен жердің көрінісін босатамын. Менің денем қалыпты мөлшерге оралды. Мен айдаһардың үлкен бас сүйегіне сенімді түрде қондым. Мен саусақтарымды пышақ тәрізді қысып, бас сүйегімді ашып, қалың қарамен пульсирленген баскетбол өлшеміндегі кристалды өзекті шығарамын. Алтын жарқырау. Бұл 5-ші деңгейдегі кристалды өзек. Мұхит сияқты орасан зор энергияның ішінде мөрленгенін сезіп, мен оны байланыстырылған кеңістігімде қанағаттанарлықтай сақтаймын. Төменде 100 000 теңіз аңдары өздерінің патшасы хайуансыз толығымен жойылып, мұхитқа шегініп бара жатқан толқын сияқты шегініп жатыр. Сен Джо құтқарылды. Кайл мырза,
3 миллион адамды құтқарғаныңыз үшін рахмет, Кайл мырза. Алғыс айту хоры Цзанчжоудың түнгі аспанында толқын-толқыны сияқты өтіп жатыр. Мен айдаһардың бас сүйегінің басында тұрмын. Қолымда қара алтын кристаллының өзегін ұстап тұрмын. Мен алғыс сәулелеріне шомылмаймын. Мен жай ғана командир Холтқа қарап, жайбарақат сөйлеймін. Бұл командаға қажет емес. Егер орден күштері кеше түнде құбыжықтардың шабуылын тоқтатпаса, Цзиньчжоу мен келгенше шыдамауы мүмкін еді. Командир Холт жыпылықтап тұр. Мен жалғастырамын. Бұл шайқаста жалғыз мен жеңген жоқпын. Майданда қаза тапқан сарбаздар да қаланы аман алып қалды. Командир Холттың көзі сәл қызарып кетті. Оның артында көптеген офицерлер бастарын төмен түсіреді. Мен кристалды корпусты қорғалған кеңістігімде сақтаймын. Қазір бірінші кезектегі міндет аман қалғандарды эвакуациялау және қорғаныс шебін қалпына келтіру. Теңіз құбыжықтары шегінді, бірақ бұл уақытша тыныштық. Нағыз апат әлі алда. Уайымдамаңыз, Кайл мырза. Орденнің әскерлері Сион Джон ұстайды. Егер 5-ші немесе одан жоғары деңгейдегі мутантты аң пайда болса, маған дереу хабарлаңыз. Мен жоғары деңгейдегі құбыжықтармен айналысамын. Мен бұл туралы үндемеймін. Артымда қара алтын шам жанып, мен Блекстоун бүнкеріне қайта оралатын жарық сәулесіне айналдым. Қақпа тарс жабылады. Мен диспетчерлік бөлмеге қайта кіріп, үстелден бір шыны шай алып, бір жұтым ішемін. Ең жақсы температура. Терең жер астында, Блекстоун бүнкерінің ең төменгі деңгейінде, негізгі қуат блогында. Мен медитация жастығында аяғымды айқастырып отырамын және қолымда 5 деңгейіндегі ежелгі айдаһар өзегін ұстаймын. Оның энергиясы кем дегенде 100 есе жоғары. Қан питонының негізгі энергиясы сыныптан келеді. Тіпті ең күшті оянған әскерилер де оны тікелей сіңіруге тырысса, сол жерде жарылып кетер еді. Ойланбастан мен өзегімді кеудеме қысып, шығу тегінің күшін шегіне дейін тартамын. Бум! Бөгетті жарып өткен, судай лаулаған мұздай қара энергия атқылап, әр аяқ қолмен тамырды басып қалды. Менің терім қара аязға оранған. Сүйектер шиеленісіп тырысып жатыр. Маған қарсы тұруға тырысып жатырсың ба? Тұншығып қалған кесірткенің бұған құқығы жоқ. Мен салқын күлемін. Кеудемдегі Пангудың құдайлық аватары көзімді ашады. Оның керемет, аспанды жарып жіберетін күші қара энергияны әп-сәтте басып, оны жаншып, содан кейін оны ең таза күшке айналдырады. Менің денеме қайта оралатын шығу тегі. Сонымен бірге табыт тәрізді тотемді сүйреп келе жатқан 9 айдаһар мені іштен өртеп жібере бастайды. Менің терімнің астына 9 қара айдаһар сырғып бара жатқан сияқты. Ежелгі табыттағы алғашқы қызыл шынжыр қатты дірілдей бастады. Сықырлаған дыбыс, әлсіз сықырлаған дыбыс менің жүрегімнің түбінде жаңғырады. Содан кейін бірінші қызыл шынжыр үзіледі. Бум! Табыттан қара алтынның сөзбен айтып, жеткізгісіз энергия ағыны атқылап жатыр. Менің көз алдымда шексіз қараңғылық созылып жатыр. Сол қараңғылықтың тереңінде ежелгі қара табыт ақырындап ашылып жатыр. Менің санамды жұмбақ ақпарат тасқыны басып жатыр. 9 айдаһар табытты сүйреп келе жатыр. Бірінші қамал ашылды. Қабілет іске қосылды. Табыт жегіш қабілеті іске қосылды. Осы сәттен бастап мен мутантты аңдардың кристалдық ядроларын, жануарлардың өлекселерінің қалдық энергиясын және басылған тотемдердің бастапқы күшінің бір бөлігін сіңіре аламын. Бұл энергияның барлығын қара табыт өңдеп, денеме байланыстырылған кеңістікке және барлық 4 құдайлық аватарға қайтарады. Басқаша айтқанда, менің олжам жеткілікті болғанша, мен әр шайқаста тек күшейе түсемін. Ежелгі айдаһардың теңізді қиратып жатқан кристалды өзегі толығымен қайта өңделгенде, менің физикалық денем табиғи түрде 5-ші деңгейге жетеді. Мен 5-ші деңгейге жетемін. Қосылған кеңістік қайтадан кеңейеді. Бір кездері шексіз бос жердің арғы жағында сияқара аймақ пайда болады. Бұл табыттың проекциясына ұқсайды. Үнсіз, өлі қозғалыссыз және түсініксіз терең. Менде жаңа шынжырлар ашылған кезде 9 айдаһар табытты сүйреп бара жатқаны туралы түсініксіз түсінік бар. Бұл қараңғы аймақ байланыстырылған кеңістіктің өзінен әлдеқайда қорқынышты нәрсеге айналады. Мен көзімді ақырын ашамын. Менің денемдегі әрбір сүйек күн күркірегендей жарылып кетеді. Табыт жегіші жаман емес. Бұдан былай әрбір мутантты жануар тек отын болып табылады. Келесі күні таңертең Блекстоун базасындағы жер асты жаттығу залында мен аяғымды айқастырып, еденде жүзіп отырып, көзімді ақырын ашамын. Теңізді басып жатқан ежелгі айдаһардың өзегін жұтып қойғаннан кейін менің өміршеңдігім бірнеше есе артты. Табытты тартып жатқан 9 айдаһардың бірінші тізбегі енді ашық. Табыт жегіштің қабілеті менің денеме толығымен еніп кетті. Бұдан былай кәдімгі өзектер азайып барады. Күштірек болу үшін мен мутацияға ұшыраған жоғары деңгейдегі аңдарды, кем дегенде 4-шісін аулауым керек. Блейд кіріп келеді. Оның көздері шыдамсыздықтан жанып тұр. Кайл, сен кеше түнде 5-ші деңгейдегі айдаһарды жалғыз өлтірдің. Сирена екеуміз ештеңе істемедік. Егер осылай жалғаса берсе, біз ауыртпалыққа айналамыз. Сирена басқа жақтан келеді. Ол қара тактикалық костюм киіп, ұзын шашы биік ат құйрығына оралған. Оның суық көздерінде сирек кездесетін жауынгерлік рух жарқырайды. Маған да нағыз жекпе-жек керек. Гейт ешкімнің зардап шекпегеніне көз жеткізу үшін қалған адамдарды тексереді және басқа таң қалдырады. Мен екеуіне де қарап, бас изеймін. Дәл осыны айтқым келді. Нағыз лорд Эрлан мен Неджи Блейд, жоғары деңгейдегі жауынгерлік тотемдер. Сиренаның 9 аспанының мистикалық әміршісі, ұрыс даласында шабуылды, қорғанысты, тазартуды және үйлестіруді біріктіретін, одан да әмбебап, жоғары деңгейлі құдай аватары. Олардың әлеуеті зор, бірақ ақыр заман жағдайында әлеует ұрыс күшіне тең келмейді. Нағыз жауынгерлер тауда аңдардың өлекселерінен шыңдалады. Мен тұрамын. Онда кеттік. Блейдтің көзі жанып тұр. Қайда? Мен экранда Цуэнджо аймағының жалпы әскери картасын ашамын. Қызыл нүктелердің тығыз шоғырлары, қаланың қирандылары мен оның айналасындағы таулы ормандарға шашыраңқы. Олардың ішінде оңтүстік қала маңындағы индустриалды парк ең жарқын болып табылады. Әскерилер бұл аймақты ерекше қауіпті деп санайды. Болжам бойынша, ол жерде 4 деңгейдегі аңдардың ұясы орналасқан.
орналасқан. Мен бұл жерді нұсқап тұрмын. Оңтүстік қала маңындағы индустриалды парк. Кеше түнде теңіз құбыжықтарының толқыны басылғаннан кейін оны мутантты аңдар тобы басып алды. Әскери барлау дрондары кем дегенде 3-4 деңгейдегі аңдарды, сондай-ақ көптеген 2 және 3 деңгейдегі аңдарды тіркеді. Блейд жымиды. Аң аулауға тамаша орын, көптеген құбыжықтар, көптеген олжалар. Сирена картаға қарап, біркелкі үнмен сөйлейді. Индустриалды парк солтүстік округтегі әскери қалашықтың жанында орналасқан. Егер бұл аңдар тарала берсе, олар ақырында аман қалғандарды эвакуациялау жолдарына қауіп төндіреді. Сондықтан бұл сұрыптау бір таспен екі құсты өлтіреді. Біз әскерилерге төнген қауіпті жоямыз. Мен командир Холтпен байланыс арнасын ашып жатырмын. Экран тез жанады. Онда командир Холт пайда болады. Ол кешегі түнгіге қарағанда айтарлықтай аз күйзеліске ұшырайды. Бірақ оның көзінде әлі де шаршау бар. Кейл мырза, сізге әскерилердің қолдауы қажет пе? Мен бірден нүктеге жетемін. Мен оны тазарту үшін оңтүстік қала маңындағы индустриалды паркке бара жатырмын. Ол жерде 4 деңгейдегі аңдардың ұясы орналасқан. Командир Холл кідіріп қалады. Содан кейін оның беті тазарады. Мистер Кейл, дәл осы аймақта біз қосымша күш сұрайтын болдық. Индустриалды паркте көптеген химиялық материалдар сақталған. Егер жануарлар оларды жойып жіберсе, улы газдар солтүстік округтегі лагерге таралады. Егер сіз әрекет етуге дайын болсаңыз, әскерилер дереу нақты уақыттағы ұшқышсыз бақылауды және аумақты қоршауды қамтамасыз ете алады. Келісіңіз, сіз периметрге жауаптысыз. Іштей араласыңыз. Мен далалық дайындық үшін өзіммен бірге пышақпен сирена алып келемін. Әрине, әскерилер жануарлардың қашып кетуіне жол бермеу үшін периметр бойынша қоршау орнатады. Кейл мырза, сақ болыңыз. Бұл жануарларға абай болу керек. 10 минуттан кейін Блекстоун базасының бүйірлік қақпалары баяу ашылады. Модификацияланған қара жол талғамайтын көлік жер асты гаражынан шығып бара жатыр. Оның корпусы сауытпен қапталған. Сыртқы шиналарда тістер мен қорытпалар көрінеді. Ал төбесінде автоматты мұнара бар. Пышақ жолаушылар орындығына отырады да толқып қолдарын ысқылайды. Сирена артқы орындықта отырады. Қолында елес мистикалық аспан қылышын ұстайды. Мен көлік жүргіземін. Мен газ педалын басамын. Қозғалтқыш хайуан сияқты гүрілдейді. Қара жол талғамайтын көлік Блекстоун базасынан шығып, оңтүстікке қарай тау жолымен келе жатыр. Жол бойындағы қара тұман әлі сейілген жоқ. Тастап кеткен көліктер, мутантты аңдар жыртып алған көліктер тас жолдың екі жағында жатыр. Анда-санда тұманнан әлдебір төменгі деңгейдегі аң шығады. Бірақ ол көлікке жақындамай тұрып, төбесіндегі мұнара оны жойып жібереді. Жарты сағаттан кейін біздің алдымызда оңтүстік қала маңындағы индустриалды парк пайда болады. Бір кездері жарқыраған заманауи кешен құбыжықтардың ұясына айналды. Зауыт ғимараттары қирап, құбырлар майысып, ауада өткір химиялық иіс бар. Блейд есікті ашып, көліктен секіреді. Коэл, біз қалай әрекет етеміз? Мен саябақтың аумағын сканерлеп жатырмын. Үш энергетикалық қолтаңба басқаларға қарағанда әлдеқайда күшті екені анық. 4 деңгейдегі 2 темір брондалған кесіртке және 4 деңгейдегі 1 өрмекші патшайым. Олардан басқа 2 және 3 деңгейдегі 100-ден астам аңдар бар. Бұл мен үшін ұсақ түйек. Бірақ Блейд пен Сирена үшін бұл нағыз жекпе-жек үшін тамаша қарсыластар. Мен қолымды бұлғап тұрмын. Табытты арқамнан тартып тұрған 9 айдаһар ақырын дірілдеп тұр. Бүкіл индустриалды паркты көзге көрінбейтін қысым басып тұр. Төменгі деңгейдегі аңдар арқаларына тау құлағандай жарты қадамда тоңып қалады. Бірақ мен оларды бірден жойып жібермеймін. Оның орнына мен пышақпен Сиренаның соғысына кедергі келтірместен жәндіктер тобын баяулату үшін қысымды реттеймін. Мен араласпаймын. Мен екеуіне де қараймын. 2 және 3 деңгейдегі жәндіктер. Олармен өзіңіз күресіңіз. Мен тек 4 деңгейдегі жәндіктерге қараймын. Егер сіздің өміріңізге қауіп төнбесе, мен көмектеспеймін. Блейд үлкен жымиды. Бұл басқаша болуы мүмкін емес еді. Ол осы сөздерді айта салысымен, оның оң қолындағы нағыз лорд Эрлангтың тотемі өмірге келеді. Оның артында қолында жүзі бар брондалған жауынгер құдай баяу іске асады. Көктегі көз, тесілген көзқарас, пышақтың маңдайының ортасында алтын сәуле жыпылықтайды. Тік қарашық баяу ашылады. Әп сәтте оның айналасындағы әлем өзгереді. Темір сауыт киген екі кесірткенің қозғалысы, қабыршақтарындағы саңлаулар, әр бұлшықетінің жиырылуы, аспан, көзі олардың ішіндегі әрбір әлсіз жерді анық көреді. Сенің әлсіз жерлеріңді таптым. Ол 3 бұрышты, 2 жүзді екі қолымен қысып, күшпен төмен түсіреді. Бум. Жерді өрмекшінің торындай бір-бірінен алшақтап жатқан жарықтар басып жатыр. Пышақ көзді ашып жұмғанша жебедей алға ұмтылып, темір сауыт киген бірінші кесірткенің бүйірінен табылды. Пышақ жоғары қарай ұшады. Пышақтың үстінен алтын жарқыл өтіп бара жатыр. Қасиетті ұрысты бұзушы. Пышақ төмен түседі. Джин. Металдың металға тесілген дыбысы естіледі. Пышақтың жүзі өзгереді. Соққы кесіртке сауытының артқы жағындағы саңлауға дәл тиеді. Бірақ пышақ оны күткендей тесіп өтпейді. Кесірткенің қабыршақтары ол ойлағаннан да күштірек болып шықты. Пышақ оған небәрі жарты дюймге батып кетеді. Ал тығыз сүйек тақтасы оны бекітеді. Бұл жаман. Бірінші кесіртке ашылып жатыр. Оның қалың құйрығы ысқырықпен ауаны кесіп өтеді. Пышақты уақытында жұлып алуға уақыты жоқ. Ол тұтқаны босатып, артқа секіреді. Бам! Құйрығы оның кеудесіне тиеді. Тіпті осындай жеңіл жанасудан ол бүйіріне қарай ұшып, қараусыз қалған жанармай таситын көлікке соғылады. Жанармай таситын көлік ішке қарай мыжылып қалады. Пышақ рақылдап, аузының бұрышынан қан ағып жатыр. Мықты бейбақ. Мен шетте тұрмын. Қозғалмаймын. Сирена маған инстинктивті түрде қарап тұр. Мен жайбарақат сөйлеймін. Ол өлмейді. Соғыссын. Пышақ майысқан жанармай таситын көліктен шығып, провинцияның қанын сүртіп жатыр. Оның көзіндегі толқу одан сайын күшейе түседі. Бұл қазірдің өзінде шындыққа көбірек ұқсайды. Темір сауыт киген кесіртке ырылдап, 4 табаны алға ұмтылды. Оның үлкен денесі бронды машинадай дірілдеп тұр. Екінші кесіртке бүйірінен кіріп, оның қашу жолын кесуге тырысады. 4 деңгейдегі 2 аң, бірі сол жақта, екіншісі оң жақта, кенеге шабуыл жасайды. Пышақ бір орында тұр. Бұл жолы ол басын сындырып шабуылға асықпайды. Маңдайындағы аспан көзі бұрынғыдан да жарқырап тұр. Оның көзқарасы бойынша әлем баяулап бара жатқан сияқты. Аспан көзі әрбір қадамды, таразының әрбір қимылын,
әрбір бұлшық ет кернеуін тамаша айқындықпен түсіреді. Темір сауыт киген бірінші кесіртке Розиннің құлауына жақындап, оның үстінен сасық тыныспен үрлейді. Пышақ тістеп алмас үшін артқа шегінеді. Сонымен бірге ол оң аяғын жерге тигізіп, кесірткенің иегінің астына сырғып, ішінің көлеңкесінде қалады. Аспанның көзі шоғырланған. Іштегі үшінші жұмсақ табақ. Бұл жүрек, қанды қасиетті жынның соққысы. Пышақ ырылдайды. Бүркіт иесінің нағыз құдайлығы аватары онымен бір уақытта соққы береді. Үш бұрышты, екі қырлы жүзі төменнен жоғары қарай асығады. Қоқыс. Пышақ ақыры жұмсақ сауытты тесіп өтіп, темір сауыт киген кесірткенің қарнына терең енеді. Кесіртке ауырып айқайлайды. Оның үлкен денесі қатты дірілдейді. Пышақтың қолдары кернеуден ісініп кетеді. Ол пышақты күшпен тартып алады. Мен үшін жайылып кет. Кесіп таста. Кесірткенің іші үлкен жарадан жарылып кетті. Оның үлкен денесі жерге құлап түсті. Блейд тыныс алмай тұрып, екінші кесіртке артынан шабуыл жасайды. Бірақ Блейдке емес. Оның орнына ол бұрылып, жақын жерде тұрған тозығы жеткен химиялық заттарды сақтауға арналған резервуарға қарай жүгіреді. Сиренаның бет әлпеті өзгереді. Ол резервуарды жарып жіберуге тырысады. Егер ол жарылып кетсе, улы газ бірнеше секунд ішінде бүкіл саябақты толтырады. Блейд басын лақтырып жібереді. Маңдайындағы аспан көзі жарқыраған нұрмен жыпылықтайды. Жүгір, бір орында тұр. Ол үш бұрышты, екі қырлы жүзді қысып, жерге қадайды. Оның артындағы Lord Airline'ның шынайы құдайлық аватары айқын көрінеді. Аватардың маңдайының ортасында аспанның алтын көзі де көрінеді. Аспан көздерінен шыққан алтын сәуленің екі сәулесі ауада жиналып, бірден екінші кесірткеге бағытталған. Аспан көзі қатып қалады. Екінші кесірткенің үлкен денесі көзге көрінбейтін шынжырмен байланғандай қатып қалады. Ол қатты ұрып жатыр. Оның төрт аяғы жердегі терең ойықтарды жыртып жатыр. Бірақ ол алтын тұтқыннан құтыла алмайды. Блейдтің беті тез бозарып кетті. Бұл әдіс оның барлық күшін сығып алады. Бірақ оның көзінде қорқынышты толқу бар. Ол ақырын басын көтеріп, жымиды. Келесі соққы сені басқа әлемге жібереді. Үстіндегі қара тұманды алтын жиегі кесіп өтеді. Бұлттардан үлкен үш бұрышты, екі ұшты, екі жүзді фантом жүзі түсіп жатыр. Пышақтың ұзындығы ондаған метр. Оның бетінен алтын сәуле ағып жатыр. Оның жүзі Құдайдың жазасы сияқты жарқырайды. Индустриалды парктегі ауаның өзі қатып қалған сияқты. Пышақ жерден үш бұрышты, екі өткір жүзді жұлып алып, оны бар күшімен кесірткеге құлатады. Көктегі үкім. Келесі секундта аспандағы үлкен елес жүзі құлап түседі. Алтын шеті аспаннан түсіп, темір сауыт киген кесірткенің бас сүйегіне соғылады. Қалың қара сауыт соққыдан жарылып кетеді. Аңның алып денесі жерге құлап түседі. Жерде ұзындығы ондаған метрлік жарықшақ пайда болады. Тастар ауаға ұшып, шаң мен түтін бұлты көтеріледі. Алтын нұр сөнген кезде төртінші деңгейдегі темір сауыт киген кесіртке өмір белгілерін көрсетпей терең кратерде жатыр. Пышақ бір тізеге түсіп, ентігіп жатыр. Маңдайындағы аспан көзі ақырын жабылады. Оның оң қолындағы нағыз Lord Airline'ның тотемі айтарлықтай күңгірттенеді. Бірақ оның жүзіндегі күлкіні ұстап тұру мүмкін емес. Кайл, керемет, солай емес пе? Мен зауыттың барлық жерінен өтіп бара жатқан пышақ тыртығына қарап тұрмын. Жаман емес, бірақ энергия тым көп жұмсалады. Блейд күледі. Ең бастысы керемет көріну. Ол демалып жатыр. Содан кейін темір сауыт киген екі кесірткенің де бас сүйектерін ашып, төртінші деңгейдегі екі кристалды ядроны шығарады. Ядролар оның қолында болғаннан кейін, Блейдтің оң қолындағы нағыз Lord Airline'ның тотемі қызып, маңдайындағы елес аспан көзі бір сәтке жыпылықтайды. Төрт деңгейдегі темір сауыт киген кесірткелерді қатарынан екі рет өлтіргеннен кейін оның тотемі шайқаста толығымен белсендірілгені анық. Оның тосқауылы әлсіреп барады. Бірақ ол кристалдық ядроларды сіңіруге асықпайды. Ол жаңа ғана қолданды. Аспан көзі және қатарынан аспан үкімі. Оның өміршеңдігі таусылып қала жаздады. Төрт деңгейдегі кристалдық ядроны сіңіру дәл қазір серпіліске әкелмейді. Бұл өлімге әкеледі. Блейд екі кристалдық ядроны рюкзакқа салып жымиды. Кайл, мен оларды негізге сіңіремін. Мен бас изеймін. Осы кезде саябақтың тереңінен қатты айқай естіледі. Тозығы жеткен зауыт ғимараты жарылып жатыр. Қою жасыл улы тұман толқынындай атқылап жатыр. Қоқыстың астынан жүк көлігіндей құбыжық шығып жатыр. Улы өрмекшілердің патшайымы. Оның 8 өрмекші табаны сүйір найзаға ұқсайды. Іштен улы тұман үздіксіз атқылап тұрады. Ол өтіп бара жатқан әрбір болат құбыр ысқыр береді. 4 деңгейдегі мутан. Улы өрмекшілердің патшайымы. Пышақ алға қарай жылжи бастады. Бірақ мен оны тоқтату үшін қолымды жоғары көтердім. Бұл сиренаның қарсыласы. Пышақ жыпылықтайды. Сирена мистикалық аспанның қылышын қолына ұстап, бір қадам алға басып жатыр. Оның тотемі, 9 аспанның мистикалық ханымы, табиғи түрде улы, шіріткіш және ластаушы тіршілік иелеріне қарсы тұрады. Улы өрмекші патшайым оның серпілісі үшін тамаша қарсылас. Сиренаның дауысы сабырлы және сенімді естіледі. Мұны маған қалдырыңыз. Өрмекші патшайымның 8 қызыл көзі бір уақытта оған қарай жүгіреді. Келесі секундта патшайымның іші қатты сінеді. Одан қою жасыл улы тұманның үлкен бұлттары шығып, толқыны сияқты сиренаға қарай асығады. Сирена шегінбейді. Оның артында 6 қанаты ақырын ашылып жатыр. Ішінен таза ақ сәуле, мистикалық тазарудың дәмені шығады. Оның ортасынан мөлдір ақ өріс жайылып жатыр. Улы тұман дәменге енгеннен кейін ол ысқырып буланып кетеді. Жасыл токсиннің үлкен бұлттары ақ түтінге айналады. Бірақ улы өрмекшілердің патшайымы тек уды шашып қана қоймайды. Оның 8 табаны жерге қадалған. Келесі секундта қоқыстың астынан ондаған улы жібек жіптер жан жаққа шашылып, сиренаға қарай асығады. Ол алдындағы жіптерді қылышпен кесіп тастайды.
бірақ бүйірлері мен артқы жағында жаңалары пайда болады. Ысылдау. Жіптердің бірі оның білегіне тиіп тұр. Оның тактикалық костюмі әп-сәтте тот басып, ыдырап кетеді. Терісі қарайып, ақшыл және көк қара реңкке ие болады. Пышақтың беті өзгереді. Сирена бұрылмайды. Ол кранның сол қолын басады. Тоғыз аспанның мистикалық ханымының тотемі жұмсақ ақ нұрмен жарқырайды. Оның денесінен өте шығарылады. Мен жақсымын. Ол улы тұманның өрмекші патшайымына қарап, оның көз қарасы одан сайын тынышталады. Ол жай ғана у шашып қана қоймайды. Ол жібегін тұзақтарды орнату үшін пайдаланады. Мен шетте тұрып, сәл бас изеймін. Сиренаның жауынгерлік бейне қосылғылары мен күткеннен де өткір. Өрмекші патшайым тағы да тесілген ғибадатхананы шығарады. Қирандылардың барлық жерінде сансыз жіптер қорқынышты жасыл шаммен жарқырайды. Ол бірнеше сәтте зауыттың барлық қирандыларын бір үлкен улы торға айналдырады. Сиренаның бір дұрыс емес қадамы мен улы жіптер оны орап алады. Сирена көзін жұмып тұр. Оның артында тоғыз аспанның мистикалық ханымының илахи аватары баяу жүзеге асады. Ол дәл осы сәтте соққы беруге асықпайды. Оның орнына ол мистикалық тазарту аймағын айналасындағы 3 метр радиусқа дейін қысады. Бұл аймақ азаяды, бірақ тазарту қарқындылығы күрт артады. Оның аяғындағы улы жіптердің жанып кетуіне әрең уақыт бар. Өйткені олар сол жерде бірден жанып кетеді. Екінші қадам, үшінші қадам. Оның әр басқан қадамында астындағы улы өрмек торы тазаланып, таза ақ сақинаға айналады. Ай сәулесінің қадамы. Сиренаның фигурасы кенеттен эфирлік болып қалады. Ол улы тордың үстінен ай сәулесінің сәулесіндей сырғып өтеді. Өрмекші патшайымның 8 көзі қатты айналады, бірақ ол сиренаның қай жерде екенін анықтай алмайды. Келесі секундта патшайым ауаға ұшып, удың шоғырланған шоғырын түкіріп жіберді. Оның тығыздығы сонша, ол ағып кете жаздады. Улы шар құлап жатыр. Ауа ысқырып, коррозияға ұшырайды. Сирена кенет көзін ашады. Мистикалық аспанның қылышы көздің жауын алатын ақ нұрмен жыпылықтайды. Мистикалық нұр жанды бұзады. Бір соққы кеңістікті жарып жібереді. Қылыштың ақ нұры улы шарды тура екіге бөледі. Улы сұйықтық екі жаққа да жайылып, жерде терең кратерлер қалдырады. Бірақ сирена улы жаңбырдың арасынан өтіп, өрмекші патшайымның дәл астында қалып қойған. Ол қылышын екі қолымен қысып тұр. Оның 6 қанаты бір уақытта бүктеледі. Тазарту энергиясының әрбір тамшысы пышақтың ұшына шоғырланады. Аспан мен жердің арасында 9 аспанды тазартатын бір ғана ақ сәуле қалды. Қылыш сәулесі биікке ұшады. Ысылдау. Улы тұманның өрмекші патшайымының үлкен денесі әлемнің ақ сәулесімен тесілген. Ол жан түршігерлік айқай шығарады. Оның 8 табаны қатты дірілдейді. Бірақ пышақтың тазартқыш күші жараға еніп, удың ішкі қапшықтарын лезде күйдіреді. Өрмекші патшайым жерге құлап түседі. Қою жасыл улы тұман енді ғана тарай бастады. Өйткені мистикалық ханымның тазартатын аймағы оны соңғы тамшысына дейін сіңіреді. 4 деңгейдегі улы тұманның өрмекші ханшайымы қайтыс болды. Патшайымның бас сүйегінен қою жасыл кристалды өзек түсіп жатыр. Сирена оны алу үшін еңкейіп тұр. Оның алақанында ақ жарық жыпылықтап, кристалдың өзегін беткі токсиндерден тазартады. Ядро оның қолында болған сәтте, 9 аспанның құдайлық аватарының мистикалық ханымы сәл дірілдейді. Жасыл кристалды өзекке салынған улы энергия мистикалық ханымның тотеміне инстинктивті түрде тойтарыс бергендей, тазарту күшімен тежеледі. Сиренаның аурасы айтарлықтай өзгереді, бірақ ол энергияны бірден сіңірмейді. 4 деңгейдегі кристалдық ядроның ішіндегі энергия тым тұрақсыз, әсіресе улы тұманның өрмекші патшайымында әлі де көп бұзылу қалдықтары бар. Абайсызда сіңіру ең жақсы жағдайда кері реакцияға, ал ең нашар жағдайда тотемнің бұзылуына әкеледі. Ол кристалдық ядроны алып тастап, маған қарап тұр. Мен бас изеймін. Оны әзірше үйде қалдырыңыз. Негізінде мен сізге жағымсыз қалдықтарды сүзіп беремін. Сирена ақырын басын изеді. Жақсы. Блейд бізге Розинның аузына қарап тұр. Вау, Сирена. Соңғы соққы менікінен де күшті болды. Сирена қылышын мистикалық аспанға апарады. Әрқайсымыздың өз күшіміз бар. Әркімнің өз күші бар. Пышақ бірден күлімсіреп бұлыңғыр болады. Дәл байқалды. Мен бір қадам алға басып, екеуіне де қараймын. Жаңа ғана қай жерде қателескеніңізді білесіз бе? Пышақ бастың артқы жағын тырнап алады. Мен тым абайсыз болдым. Темір сауыт киген кесірткенің қорғанысы күшті. Сіз оның қалай әрекет ететінін тексермей, бірінші рет бар күшіңізді салдыңыз. Бұл сіздің жүзіңіздің кептеліп қалуына себеп болды. Егер бұл құйрық соққысы нысанаға тиіп кетсе, сізде кем дегенде 3 қабырға сынған болар еді. Мұны есте сақта. Мен Сиренаға қарай бұрыламын. Сіз өзіңіздің тазарту аймағыңызға тым көп сендіңіз. Сіз уды тазарта аласыз. Бірақ өрмекші жібектер мен жердегі тұзақтар таза улы емес. Болашақта арамдықтың кесірінен пайда болған жәндіктермен күресіп жатқанда тек уға назар аудармаңыз. Олардың ұрыс даласын қалай дайындап жатқанына назар аударыңыз. Түсіндім. Барлық кристалдық ядроларды жинаңыз. Деңгейді тұрақтандыру үшін төмен сортты қолдануға болады. Бірақ 3-ші және одан жоғары деңгейдегі ядроларды, әсіресе 4-шісін ешбір жағдайда далада сіңіруге болмайды. Неге? Менің нағыз лорд Эрланд тотемім өртеніп кете жаздағандай болды. Бұл жай ғана тотемдік резонанс. Демек, сіз серпіліске жақындап қалдыңыз. Бірақ кристалдық ядроларда тек энергия ғана емес, олар сондай-ақ қалдық, хайуандық, ерік жігермен қоршалған және лас. Төмен сортты ядроларды өңдеуге болады. Бірақ жоғары сортты сіңірілген бос тазартулар тотемдік реакцияға немесе тіпті тағдыр деңгейінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сирена қолындағы улы тұман патшайымының кристалды өзегіне қарап тұр. Беті тазартылды. Бірақ тереңде әлі күнге дейін қара жасыл тұманның әлсіз тамшылары айналады. Ол менің не айтқым келгенін тез түсінеді. Сондықтан алдымен оны сүзгіден өткізу керек пе? Мен басымды изеймін. Базаға оралғанда мен оларды табыт жегіштен өткіземін. Мен ластық пен жабайы ерік жігердің қалдықтарын жойып, тек ең таза тотемдік энергияны қалдырамын. Сонда сен оны жұтып қоясың. Бұл үлкен жетістікке жетудің сенімді жолы. Көп ұзамай біз оңтүстік қала маңындағы индустриалды парктегі мутантты аңдардың барлық ядроларын жинаймыз. Жүздеген төмен деңгейлі ядролар
20-дан астам 3-ші деңгейлі ядролар және 3-4-ші деңгейлі ядролар. 4 деңгейдегі улы тұман өрмекшісінің өзегі сиренаға өтеді. 4 деңгейдегі темір брондалған кесірткенің 2 ядросы пышаққа түседі. Осы кезде командир Холтпен бейне байланыс қосылады. Экранда ол индустриалды паркте түсірілген ұшқышсыз ұшақтың жазбасын көріп, жеңіл демалады. Мистер Кейл оңтүстік қала маңындағы индустриалды парктегі аңдар үйінің тазаланғаны расталды. Солтүстік округтегі лагердің химиялық ластану қаупі жойылды. Сізге және сіздің серіктеріңізге рахмет. Мен бас изеймін. Мен де оларды далалық жаттығуларға өзіммен бірге алып кетуім керек болды. Командир Холл кідіріп қалады. Содан кейін мұңайып күледі. Сен қалжыңдап тұрсың. Кейл мырза, бұл әскерилер үшін өте қауіпті ұя болды. Мен Блейд пен Сиренаға қарап тұрмын. Екеуі де жаңа ғана кескілескен шайқастарды бастан өткерді. Олардың ауралары миссияға дейінгіге қарағанда айтарлықтай күшейе түсті. Жақсы нәтиже. Мен командир Холтқа айтамын. Болашақта сіз 4 деңгейдегі немесе одан жоғары деңгейдегі аңдардың ұясына тап болсаңыз, бізге координаттарды бірден жібере аласыз. Егер бұл біздің жоспарларымызға қайшы келмесе, біз оны жеңе аламыз. Түсіндің бе? Мен сіздің ұсынысыңызды маршал Лонгқа жеткіземін. Әңгіме аяқталғаннан кейін мен алыстан келе жатқан қара тұманға қараймын. Оңтүстік қала маңындағы индустриалды парк бұл тек бастамасы. Цзанчжоудың айналасы әлі күнге дейін аңдардың ұясына толы. Қарапайым тірі қалғандар үшін бұл өлімге әкелетін аймақ. Біз үшін тамаша жаттығу алаңы. Бірақ қазір аң аулауды жалғастыратын уақыт емес. Блейд пен Сирена жаңа ғана төбелесті. Олардың кедергілері кеңейді. Енді қолдағы кристалдық ядроларды нағыз күшке айналдыру керек. Блекстоун базасына оралғанда мен оң қолымды жоғары көтеремін. Табытты арқамнан тартып тұрған 9 айдаһар сәл қызып кетті. Табыт жегіш үнсіз іске қосылады. Табыттың қара елесі менің артымнан жыпылықтап жоғалып кетеді. 4-ші деңгейдегі 3 кристалды ядродан қара тұманның бұлттары шығып жатыр. Жануарлардың ластығы мен жабайылығының қалдықтары қалды. Егер кәдімгі оянған адам оларды тікелей жұтып қойса, ол тек ерік жігерге сенуі керек еді. Өзіңді жең, сонда сенің күшің артады. Сен оны жеңе алмайсың, сонда тотем сені жұтып қояды. Бірақ табытты тартып жатқан 9 айдаһардың алдында бұл өте жаман ештеңе емес. Табыт дірілдеп, барлық кірлер сіңіп кетеді. Қалған 3 кристалды ядро айтарлықтай тазарақ жарқырайды. Мен темір сауыт киген кесірткелердің 2 өзегін пышаққа, ал улы тұманның өрмекші патшайымының өзегін Сиренаға беремін. Пышақ өзегін алып, үлкен жымиды. Рахмет, Кейл, рахмет саған. Келесі секундта екеуі де бір уақытта кристалдық ядролардан энергияны сіңіре бастайды. Пышақ бірінші болып өзгереді. Лорд Эрлонның оң қолындағы нағыз тотемі өмірге келгендей, маңдайының ортасында жіңішке жарықшақ пайда болады. Жойқын алтын нұрын шашқан аспан көзі ақырында ашылады. Оның артында қолында қылыш ұстаған Лорд Эрлонның шынайы құдайлық аватары одан да айқын көрінеді. Екінші жағынан Сиренаның өзгеруі одан да таң қалдырады. Оның алақанындағы улы Синакос патшайымының кристалды өзегі тазартылып, бірте-бірте 9 аспанның мистикалық ханымының тотеміне сіңіп кетті. Бір кездері қою жасыл болған ядроның энергиясы оның денесіне еніп, таза ақ мистикалық жарықтың жіптеріне айналады. Оның арқасындағы мистикалық ханымның тотемі ақ энергиямен жарқыраған 6 қанатқа айналады. Олар оның артына жайылып, қолында пышақ пайда болып, суықты үрлеп, тесіп тұрған мистикалық аспан қылышын көрсетеді. Жарты сағаттан кейін екеуінің де ауралары күрт күшейеді. Пышақ алдымен көзін ашады. 4 деңгей ерте кезең, 4 деңгей орта кезең, 4 деңгей кеш кезең. Ақырында 4 деңгей шыңына жетті. Сиренаның аурасы да тұрақты түрде өсіп келеді. Ханымның құдайлық аватарының мистикалық бейнесі барған сайын жарқырап, ақырында 4 деңгейдің шыңына жетеді. Блейд жұдырығын жерге тигізгеніне қатты қуанды. Бабах, металл еденде таяз ойық пайда болады. Қарғыс атсын. Бұл 4 деңгейдің шыңы. Мен өзімді керемет күшті сезінемін. Сирена қанаттарын бүгіп, көздерін ашады. Ол Блейд сияқты эмоционалды емес, бірақ оның көзінде қанағаттану анық көрінеді. Мистикалық ханымның тазарту аймағы 3 есе өсті. Егер біз қайтадан үлкен, улы миазматикалық немесе ақыл ойы бұзылған жәндіктермен бетпе-бет келсек, мен бүкіл қауіпсіз аймақты қорғай аламын. Мен қанағаттанарлықтай бас изеймін. Осы кезде командир Холтпен бейне қоңырау қайта қосылады. Экранда командир Холт үшеумізге қарап тұр. Оның көзінде таңданыс әрең байқалады. Мистер Кейл оңтүстік қала маңындағы индустриалды парктегі қауіпті ұяның тазаланғаны расталды. Солтүстік округтегі лагерге қысым айтарлықтай төмендеді. Маршал Лонг сізге алғысын білдіруді өтінді. Жарайды. Қоңырау аяқталуға жақын. Пышақ тартылып, есінейді. Кейл, ертең жаңа аңдарды аулауға шығайық. Мен мутантты аңдар туралы жаңалықтардың шексіз арнасын қарап жатырмын. Олар экранда жаңарып, баяу сөйлейді. Әзірге Цзинчжоуда жағдай тыныш. Енді басқа соғыс аймақтарын тексеру керек.